өзімді салыстырамын, құнсыздандырамын, анау күшті сияқты, мен керемет емеспін деген. Жалпы байқап отырсам, қазақ қыздарының 90%-ында осы мәселе. Сізде болмады ма бұндай қасиет? Әрине болды. Қалай жұмыс істедіңіз? Кез келген адам осылай аша алады біреуді. Кез келген адам біреуге ой сала алады. Өзін қабылдап, өзінің талантын, өзінің тілі арқылы ашқанда. Ақылды қыздарға өзінің жартысын табу қиын деген стереотип бар. Мұхтар Шахановтың сөзі бар ғой. Махаббат деген 2 пайымды парасатты адам сана биігінде жолығуы деп. Бірақ ол айтады, мен сана биігінде жолықтыра алмадым дейді. 3 рет үйленген ғой кісі. Бірақ айтып жатқан жоқ, өмір деген ол сенде жолықтырмайсың деп ешкімге айтқан жоқ ол кісі. Менде болмады, сенде болмайды деген жоқ. Сенде болмайды деген жоқ, мен жолықтыра алмадым дейді ол кісі. Сіз үшін махаббат деген не? Толық қабылдап, дос болу, команда болу. Мінсіз болу емес арман дейді, екінші жұмағында. Шындықты сүйеді жалға. Сынамай тілдескен кезде, салыстырмай күн кешкенде, шынайы бақыт күтеді алдан. Айтарым бар. Сәлем, эфирде айтарым бар подкасты. Мен Жанерке Сейфуллина. Құрметті көрермендер, біздің арнамызға подписка жасап қойыңыздаршы. 1-2 секундтарыңызды бөліп, бұл біздің жобамыздың дамуына әсер етеді. Ендеше бүгін біздің подкастымыздың қонағы ерекше жан. Біз сүйіп тыңдайтын, ұйып тыңдайтын, шетел әндерін қазақ тіліне аударып орындайтын әсем дауыс иесі Мөлдір Байбуринова. Қош келдіңіз, Мөлдір ханым. Көргеніңізге қуаныштымыз. Мен де қуаныштымын. 2025-те біраз шулаттыңыз деп па жайылғымен бірге. Дженнифер Лопес Қазақстанның прайм эрасы деп жатырмыз ғой, елімізге келді, ол кісі бір шулатты. Оның артынан сіз шулаттыңыз. Сондай бір Джейлоның әніне әдемі бір рилс түсіріп, пародиялық шегірткені іліп алып, қазақ тілінде шырқаттыңыз. Джейлоның ең тұрмам әні қазақ тілінде. Сенің өмірің өз қолыңда, ересек адамсың бұл ойында, бала мінезді артқа тастап, өсір ойыңда жауапкершілік бізде мойында. Байқасақ, Дженнифер Лопес сізге подписка жасады, демек сіздің тыңдарманыңыз дегенсіз. Жалпы идея қайдан пайда болды, және ол кісінің сіз фанатысыз ба? Дженнифер Лопес негізінен мегенді біріншіден сәлеметсіздер ме, амандасып қояйын, шақырғандарыңызға көп рахмет. Өте сұрақтарыңыз да қызық, негізінде көріп қаламын, сондай. Сол үшін қуана келіп тұрмын. Сол жалпы 2025 прайм эра Қазақстандікі деп айтып жатыр ғой. Джейлоның мен тұрақты тыңдарманы емеспін, алайда ностальгияға шақыратын, ностальгияға жетелейтін әуендер көп. Сол үшін мен ол кісіні жақсы көрем, және еңбекқорлығын, актрисалығы бар, әні бар, латиноамерикалық болса да, сол дискриминацияға толы заманда өзін дәлелдеген үшін ол кісіге деген құрметім ерекше, және осы елге келгеннен кейін мен ол бірден негізінде ондай жоспар болмаған болатын, аудару деген. Ол кісінің әнін концертіне барған уақытта ана энергетиканың күшімен концертіне барып, концерттен кейін бұл мен жасадым. Мен ешқандай да подписчик жинау мақсаты деген болмады. Ол кісінің әндерін тыңдап, энергетикасын сезінгеннен кейін мына кісіден бір ән аударуым керек, міндетті түрде менде болу керек деген ой келді. Содан кейін досыма звондап, маған осы әнін аудармасы ұнайды. Негізі көбінесе ол кісі боғауыз сөзді қолданады, цензура қолданады әндерінде. Сол үшін осы цензурасы жоқ ән ретінде осы емеспін Enter Mama деген әнді таңдап, сосын түсірсек деп түні бойы аударып, түнде жазып, студия таңертең түсірдік, кешке салдық, монтаждың бәрін бір күнде бітіріп. Солай, содан кейін енді оқырмандардың көмегімен деп ойлаймын, барлығы белгілеп, Джейло өзіне репост жасады. Сезім қандай болды? Шынымды айтсам, сенген жоқпын басында. Өйткені бишілерден жасап жатыр, топ болып билеп жатыр, оның әні, оның дауысы. Ал менің әнімде оның минусовкасы ғана, оныкі әні де, түрі де, биді, оныкі емес. Сол үшін ойладым, мен жасамайтын болар, бірақ мақсатым ол болмады. Жасаса әрине қуанам деген іштей бір үміт болып тұрды. Сол қуандым. Содан кейін ол кісі бірден маған жазылған жоқ, подписация еткен жоқ. Ол кісі лайк басты, ішіндегі посттарыма да лайк басты кейбір. Одан кейін 2 аптадан кейін ба, ұйқыдан тұрсам, Джейло подписалась. 2 аптадан кейін ба,
Бұл 2 апта зерттеген Иә. мынау қандай қазақтың қызы. Мен айтам, қалай бұл кісінің есіне түсіп кеттім ба, не үшін үйтіп біраз уақыттан кейін деп кішкене өзіме деген бағам көтеріліп, әлемдік жұлдыз дың көзі түссе, ол мойындайтындай деңгейде болса, демек потенциал өте жоғары деген бұрынғы кішкентай кездегі сенімділігім қайтадан келіп, сондай сезім болды. Бізде әлемді мойындатуға потенциалымыз жеткілікті деген бір сенімнің нүктесі қойылды деп айта аламын ба. Бұрын енді болады ғой, кішкене күмәндар болады. Бүйтсем не болады екен, сөйтсем не болады екен деген ойлардан арылдым. Негізі былай қарап тұрсаңыз, әлемнің қазақ тіліндегі әннің тыңдауына әсер етіп жатырсыз ғой. Жалпы бұл идея қайдан келді? Әндерді қазақ тіліне аудару деген. Бұл сұрақты барлық жерде қояды. Негізі естідім жаңағыдай қазақ тіліндегі сөздерге көңіліңіз толмайтыны, қазақша аудармаларға көңіліңіз толмайтыннан басталды деп жатады. Жалпы мен өзім мағынаға қатты жақын адаммын. Мағынасыз болса қатты мені тартпайды екен. Бірақ әндердің, осы шетелдік әндерді де әннің адамның ішкі күйін жеткізеді. Ән деген ол бір адамның өмір жолының бір бөлігінің тарихы деп айтуға болады. Сол үшін қызық болды, өзім қызығам мағыналарына. Содан кейін халық та бір білсе екен деген мақсатта аудардым. Идея жалпы бұрыннан өзім қызығатын болған соң, бір-екі әннің аудармасымен мен осы құрбылармен әңгіме айтқан уақытта айтып қалам, мынандай ана әнде осындай нәрселер айтылады ғой деген сияқты. Содан кейін осы видеограф досыммен бастадық қой, түсіріп. Әдемі. Жаңа бір әнге отырсам 2 сағатта қазақ тілінде аударып тастаймын деген екенсіз, былай қарап тұрсаң, мәнді, мағыналы, сапалы әнге 2 сағат деген уақыт өте аз. Демек бойыңызда бір ақындық қабілет те бар. Бала кезден жазам. Бала кезден, кішкентай кезімнен газеттерге, журналдарға. Жеке ақын ретінде қашан танимыз? Өлеңдерім. Ақын ретінде танылу деген менде не жоқ, мақсат. Бірақ ішкі күйімді жеткізе алсам, әрине дәл қазір мен көп жазбай кеттім. Өзімнің авторлық әндерімнің мақсатында ғана тек өлең жазуға тырысып, әйтпесе прозаға көбірек кеткен сияқтымын, жазбаша жазуға. Ұйқас ретінде өзі бір келіп қалады, мен соны түсінбеймін. Ол қандай құбылыс екенін де түсінбеймін. Түнде жатқанда бір қатты эмоцияға берілген кезде ұйқаспен келе береді. Бір 20 минутта жазып тастаймын, сондай сәттер болады. Негізі 2 сағат деген өте көп уақыт аудару үшін. Отырсам мен бір кей әндер 20 минутта да шығып кетеді. Әртүрлі. Бірақ аударам деп өзімді қинап отырғызған уақытта 2 сағат отырамын. Біз енді жаңа аудитория, мүмкін сізді танып жатқан, біліп жатқан, сондықтан кейбір сұрақтарды қайталап қойып жатырмыз. Сондықтан оған нетпеңіз, мән бермеңіз. Ең алғашқы әніңіз қандай шыққан, шығу тарихы қалай болды, және орындап берсеңіз деп қолға салсаңыз, біз сөйтіп қинаймыз. Ең алғашқы аударылған ән бе? Танымал болған. ЖВО. Ең алғашқы көп оқырман келген, ол менде расизмге қарсы ән бар ғой. Мейлі қара болсаң да, ақ болсаң да, келе саламыз біз әр қашанда деген ән ғой. Андай мен қазір айтып берейін. Бұл деген негізі қара нәсілді адамдардың ақ нәсілді адамдарға айтқан ішкі мұңы. Бізді бөлмеңдерші. Қара болса да, ақ болса да, жанымыз бір ғой. Сен де адамсың, мен де адамсың. Сен адаммын. Сен сезінген нәрсені мен де сезінем деген неде көңілді рифмада шығарған, бірақ іші толған сондай бір мұң негізі ән. Нара біз билеп өстік қой негізі бұл ән. Ол жерде мейлі қара болсаң да, ақ болсаң да, келісе аламыз біз әрқашанда. Екеуміз ұқсаймыз, бір адамбыз. Сөздерін кішкене ұмытып қалдым. Жалпы осы ән мен бір күнде 15 мың оқырман жазылды ма? Өзім режим полетқа қойып тастап ұйықтадым. Телефоным маза болмай кетті де. Бұл ән негізі көңілді ән емес. Расизмге қарсы жазылған ән екенін білетін бе едіңіз? Қазақшасын тыңдап көріңіз.
Мейлі қара болсаң да ақ болсаң да, қандай өзгешелігің бар сонда. Мейлі қара болсаң да ақ болсаң да, келісе аламыз біз әрқашанда. Екеуміз ұқсаймыз, біз адамбыз, бір әлем бір ғаламда жаралғанбыз. Екеуміз ұқсаймыз, біз адамбыз, бір әлем бір ғаламда жаралғанбыз. Хей, сен неге ойлайсың, менен артықпын деп? Өзіңді биік ұстағанша келді маған құлақ ас. Хей, сен неге ойлайсың, менен артықпын деп? Өзіңді биік ұстағанша келді маған құлақ ас. Өйткені шынымен де расизм әлі күнге дейін бар ғой негізінде. Иә. Халықтың жүрегіне орын алған бір әдемі әніңізді әуезді айтып берсеңіз. Көшелерде ызғар. Иә. Айтып берейін ба? Иә. Көшелерде ызғар, санамда сен бар, жауратады жанды. Жауған жаңбырлар үнсіз үн қатады. Сенсіз аспанда мен сағынған адам, тым ұзақтарда. Сенсіз өткен күндер, өлген күндерім, сенсіз өткен түндер, сөнген түндерім, соссам қолым жетпей, жақындай алмай мен сағынған адам, тым ұзақтарда. Ол да мені ойлап, сағынады екен, жалғыз жаны жаурап, жабығады екен, солай жазыпты соңғы хатында. Ол да мені ойлап, сағынады екен, жалғыз жаны жаурап, жабығады екен, солай жазыпты соңғы хатында. Ай, бәрекелді. Жүректің пернесін қағып жүреді даусыңыз сондай әдемі. Мынау сөздеріне мән берсең, көшелерде ызғар, санамда сен бар, жауратады жанды жауған жаңбырлар. Үнсіз үн қатады, сенсіз аспанда, мен сағынған адам тым ұзақтарда. Өте әдемі сөз. Мынау орысша мурашки дейді ғой, денең тітіркеніп кетеді. Бұл түрік әншісі Нилюфардың орындауында Чокузакларда әні, иә? Бұл негізі канадалық ән, бұл тангоға арналған ән ғой. Деп бүйтіп айналып танго билейді. Негізі Маккенит деп аталады. Несі авторы канадалық. Сол әннен шабыт түріктер сөз жазған ғой. Сол түрікті тыңдап шабыт мен қазақшаға аударып десеңізші. Өте әдемі. Негізі сіздің бір фишкаңыз, байқап отырсам, мынау әннің түпнұсқасындағы негізгі мәтін өзгермей қазақ тіліне аударылады. Бұл идеясы өзгермейді. Иә, идеясы өзгермейді да. Кейбір аудармаларда мүлдем бөлек дүниелерді қосып жатады ғой. Қандай да бір не қолданасыз? Бір техника ма? Не ерекшелік? Жалпы мақсатым мағынаны жеткізу болғандықтан, мағынаны түсініп алып, әрбір сөз строкаға осылай жазып алып, ұйқастыруға тырысамын. Дәл осы көшелерде ызғарда Айзада Рахымжан деген ақын әпкем көмектескен. Өйткені мен Түркияға кететін уақытым өте тығыз болды да, ауырып қалдым кішкене. Аудара алмай, миым істемей қалды. Ал мен барғасын бос қайтпауым керекпін. Ән түсіруім керекпін. Айзада мен осылай мағына қалай жеткізсем болады деп. Сонымен Айзада көмектескен. Дәл осы екінші куплетін өзім жаздым, бірінші куплетін Айзада көмектесіп, сөйтіп Айзада жазып берді. Әйтпесе негізі әндердің негізгі мағынасын кетірмеуге тырысам. Иә, кейбір әндер бар сөзбе сөзде аударылатын. Бірақ енді шетелдікі басқа ғой. Сол себепті де кейбір мысалы испандық, италиялық әндерді ятсыздау, кішкене әндерді қазақиландырып жіберетінім бар. Сонысымен әдемі ғой. Басты мағынасын жоғалтпайын деп. Сондай мағынаға байланып алам. Сол мағынаның айналасында мүмкін өз сезімдерімді қосу мүмкін, қалай сезінуге болатынын сөйтіп өзі келеді. Жаңа қырынан ашылады дейсіз. Жаңа Айзада деп жатырсыз ғой, одан бөлек жалпы тіл мамандарымен ақылдасасыз ба? Аудармада калькасыз немесе бір қателіктер кетіп қалмас үшін? Жалпы егер толық нұсқада шығару жоспарымда болса, міндетті түрде ақынмен бірге мына жерде қалай ойлайсыз, мына жерде ұйқас ашып тұр ма деп ақылдасам. Өзімнің әпкем бар, Айгерім Қуанышбай, бір сөздерді кейде синонимдерін табу немесе бір тереңдік керек болады бәрібір аудармада да. Сол кезде сұраймын, қалай ойлайсың деп. Әйтпесе негізі өзім аудара берем.
барлық ән өзім аударам. Шамамен 10% әндерімде ақылдасып келісіліп жазылды деп айта аламын. Әдемі. Жаңағыдай сіздің осы аудармаларыңызға, сапалы аудармаларыңызға ұсыныс түсіп, ақыл ұсыныс түсіп, бір кәсіпке айналдыру жоспарда жоқ па? Жазып жатады негізінде. Аударып жазып бересіз ба, әнге сөз жазып бересіз ба, аударып бересіз ба деп ұсыныстар түсіп жатады, ақылы да ұсыныстар. Бірақ әлі ақылы жасап көрмедім, өйткені уақытым жетпей жатады. Өзімнің жұмыстарым бар, және блог бар, шығармашылық, сонымен ішімнен шықпағаннан кейін заказбен жасай алмаймын. Әлі жасай, мүмкін болашақта жасарым. Тек жүрек керек дейсіз ғой ол жерге, шабыт керек дейсіз. Жалпы осы бүгінгі таңдағы өнеріңізбен табыс табу мүмкіндігі қаншалықты жоғары? Аудармамен ба? Аудармамен табыс табу енді немесе осы бүгінгі таңдағы әншілік қырыңызбен дегендей жоғары ғой. Егер ән жазып жатса, хит болып жатса, әрине жоғары. Ұсыныстар түсе ма? Мысалы тойлардан деген сияқты, немесе концерттерден түседі, жиі түспейді. Өзім қатты жарнама жасамаймын, мен барам, шақырыңыздар деп айтпайды екем. Бірақ мен өзім маркетологпын ғой. Қазір маркетолог болып жұмыс жасаймын, проекттерім бар. Сол себепті да мен табыс көзін әлі толық бұл жаққа аудармадым. Егер фокус бірыңғай өнерде болатын болса, мүмкін ол жақта міндетті түрде тоқтамай, жаңағындай бәрібір тамшы тасты да теседі дейді ғой. Тоқтамасам, ол жақтан да үлкен табыс әкелу ықтималдығы өте үлкен. Болашақта бірақ жоспарым да бар. Бұл сіз үшін хобби ғой, демек? Бұл әзірге хобби. Мен енді хобби деп, осы уақытқа дейін таза хобби деп айтып келдім. Бірақ қазір мен мына жаққа кету ойымда бар. Сол үшін өнерге. Кішкентай кезден арманым ғой. Өзіңіз айтпақшы. Подкаст арманым болды. Өзіңіздің жаңағы брендіңіз арман болды. Сол сияқты бұл менің кішкентай кездегі арманым. Сол. Шығып жатыр ғой қазір тренд. Қыздарға жет өнерде аз деп. Маркетингті де алып жүрсіз, мына жақта өнерді де алып жүрсіз. Өте тамаша. Одан бөлек журналистиканы да бітірген бэкграундыңыз бар екен дегенде, оған біз қазір қайта ораламыз. Осы тіл деген тақырыпты біраз кішкене ақтарып тастасақ, бүгінгі таңда енді әуені, қимылы, тренд болса болды, вирусный болса болды, халық жаппай тыңдап кете беретін сондай бір дәуірге келдік. Алайда енді халық та біздің баға беруші ғой, шынайы баға беруші. Ондай әндерді мағынасыз әндер деп атап кетті. Оған мысалы Сабинаның әні деген сияқты, бүгінгі таңда енді хит болып жатқан Дарикорның әні, қара көзіңе деп. Осындай әндерге сіздің пікіріңіз қандай? Барлық ән, ол кісілер айтады да, мағынасыз болса да норма деген сияқты. Әрбір ән мағыналы болуы шарт па? Енді мен бұл жақтан бар ғой, ешкімге сын айта алмаймын. Бірақ өнер деген не? Жалпы өнер деген ол ішіңнен шығатын, сезімдерден шығатын, уайымнан шығатын дүние ғой. Ол бір балаң сияқты ішінен солай өзі шығады. Енді ол нәрсені өкінішке орай қазіргі таңда құнсызданып кетті, Бірақ енді ол кісілерге де айтпаңдар деп айта алмайсың. Мүмкін әр адамның өзін байқап көру мақсатында, әртүрлі қырын ашу мақсатында айту керек шығар. Бірақ менің тілейтінім қазір тыңдармандарға өздеріңіздің талғамдарыңызды қалыптастырсаңыздар, мағыналы сөзге, сапалы әнге деген сияқты. Біз 4 нотадан тұратын әнді тыңдаған мимен қаншама симфония тыңдаған миды салыстыруға келмейді. Себебі қанша таныс емес нотаны тыңдаған сайын біздің нейронды байланыстарымыз пайда бола бастайды. Ал мысалы симфония, Бетховен кезіндегі Бахтарды тыңдаған милар, ол өте қатты қабілетті болады, способный. Тіпті мына күнделікті өмірде бір нәрсе жасауға да, идея келуге де, біз мысалы айдалада музыка деп ойлаймыз, бірақ біздің жаңа нәрсені үйренгендегі нейрондарымыз біздің басқа да тұрмыс тіршілікте тез адаптация жасауымызға көмектеседі. Сол үшін мен халыққа айтқым келетіні, өздеріңіздің тұтынып жатқан контенттеріңізде, тыңдап жатқан музыканың бәрін фильтрмен, өте үлкен талғаммен қараса деп ойлаймын. Енді ондай музыкаларында өзінің тыңдармандары бар, алайда бірақ ол кісілерге де
тілейтінім сол мағынасы бар дүние шығарып, адамдарды бір сезімге жетелеп, мүмкін армандатып, музыка сол ғой. Біреу армандаса, тыңдап отырып, қиялына елестетіп, визуализация дейді ғой, музыка арқылы барлығы. Мен ойлаймын, қазір музыка болмаса, адамдарда сезімде болмайтын сияқты, бір арманда да, өзіңіз армандағанда бір музыка тыңдап отырып, наушникпен кетіп бара жатып, кетіп қаласыз ғой, сол сияқты ғой. Шабыт береді десеңізші. Иә. Сондай болса деп тілеймін. Алайда сын айтпаймын. Бірақ не дегенменде торғай сойса да қасапшы сойсын дейді ғой. Әндерінде өзінің, әншілерге де тек қана нота емес, мағынамен көбірек жұмыс жасаса деп ойлаймын да. Жалпы әншілікке түспеген себебім де негізі сол болатын. Неге? Кішкентай кезімде айтатын, неге сен әншілікке түспедің деп, біз Дуда айтқан уақытта мен ақылды әнші боламын деп. Иә, осының сұхбатыңызды естіп қалдым. Ақылды әнші деген не ол сіз үшін? Білмеймін, ол заманда нені меңзегенімді, бірақ қазіргі таңда енді ақылды әнші деген бос сөз айтпайтын мүмкін. Иә. Бір пайдасы бар әнші деп ойлайтын шығармын. Жаңағы бағанағы айтып өткен бірнеше ноталар сияқты адамды дамыту немесе армандауға жетелейтін бір сондай әнші болу, ақылды, өз ойы бар. Әнші болғаннан кейін тұлға боласың, танымал боласың. Танымал адамды барлығы үлгі тұтады. Ал үлгі тұтатын адамның ойы да, әні де, сөзі де адамға ой салып, өмірін өзгертуге әсер етіп жатса, күшті ғой? Иә. Ал жай ғана тұрмыс тіршіліктен аспайтын әңгіме айтатын болса, халық та сондай әңгімеден ешкім дамымайды деп ойлаймын. Сол үшін сол пайдасы бар әңгіме айтып, пайдасы бар ән айтып, сондай адам болу деп ойлаймын. Әдемі жауап. Ақылды әнші. Не деген ерекше мағынаға толы сөз тіркесі, иә? Бірінші рет естіп тұрмын. Өте күшті. Енді бұл шынымды айтсам, ешкімді құнсыздандырып жатқан жоқпын. Иә, оны солай түсініп тұрмыз онсызда. Бірақ дегенмен өзіңіздің бір субъективті пікіріңізбен, иә, тұлға ретінде келе жатқан жастарға, енді жасымыздың алды 30-ға келіп жатыр дегенде ғой, 18-дегі 15 жасар өзіміздің жас буындарға бір құлақ қағыс айту керек деп ойлаймын, және ол үшін ешкімді сынамайды деп ойлаймын. Мына соңғы уақытта хит болып жатқан ән бар, у меня 0, менде бар, сенде қалдырған боль, әр есімнің алдында пароль, ты моя королева, а я король дейді. Бұл негізі авторы Диас Еркінұлы атты TikTok қолданушысы. Жақында ғана қызықтаймыз да. Өте тамаша, дауыс иесі Қайрат Түнтековтың хормен орындауында хит болып кетті. Құдай-ау, анау енді Қайраттың дауысы не деген әсем. Сөзіне де мән бергім келмей кетеді екен бар ғой. Осы сияқты әндер көп белең алып жатыр. Яғни шұбарлау, қазақ тілін орысшамен араластыру деген сияқты. Бұдан біз әлі де болса құлдық сананы көреміз, тіл маманы ретінде. Сіздің пікіріңіз қандай? Сіз тіл мамансыз ба? Мен тіл маманымын негізі, иә. Керемет. Байқалады. Сондай сәйкес диплом бар, қызыл диплом бар деп па? Күшті, молодец, жарайсыз. Сіз қалай ойлайсыз осы тұрғыда? Әндерге орысша тілдің шұбарлануы, осындай у меня 0, нет алкоголь деген сияқты әндерге. Бұл біріншіден енді бұл әндегі бірінші мағынасыздық қой. Жалпы ешқандай бір жеткізіп жатқан құндылығы жоқ, не сезім жоқ, не ой жоқ. Бірақ жастар түсінеді деп айтты да Диас. Жастар түсінеді бұл әнді деп. Енді мүмкін көңіл сергіту мақсатында да ән керек қой бізге. Ондай бір миымызға ауырлық үнемі бола бермейді. Сондықтан мүмкін керек шығар ондай әндер. Бірақ шұбарлану әлі күнге дейін бізде орыс тілді әншілер бар ғой. Орыс, оны жоққа шығармаймыз, және оны жаман деп те айтпаймын. Өйткені орыс тілді енді бірнеше пайыз орыс тілді біздің тұрғындарымыз. Солай, жалпы құлдық сана туралы сұрағыңыз келді, құлдық сана. Сол тұрғыдан нақты бір сұрақ қойып бересіз бе? Мәселен, не үшін әлі күнге дейін орыс тілінде сөйлеу жоғарырақ саналады, авторитет саналады, абыройлы саналады. Орыс тілді адамдар ақылдырақ деп санайтын адамдар да көп деген сияқты ғой. Жалпы қазақ тілі, мен бұрын ойлайтынмын, ата-анам неге мен орыс классында оқымаған?
деген сияқты. Менде сондай комплекс болатын. Неге орыс мектебіне бермей, жаңағыда қазақша оқыдым деп. Кейін келе мен түсіндім, менің енді бәріміз білеміз ғой ол тілді. Дегенмен де қазір егер мен орыс тілінде оқыған болсам, мен өзім сияқты өзімнің нағыз мөлдірдің тамырынан алған қуатын ала алмайтын едім. Нағыз мөлдірдің ішінен шыққан сөздерді мен өзімнің тілімде жаза алмайтын едім. Қазіргі былайша айтқанда айтып жатады ғой, енді фишка деп, изюминка деп. Енді шетелдік әндерді аудару деген осы бір менің миссиям сияқты болып қалды ғой. Бірақ сол егер орыс тілінде оқысам, менікі ешқандай актуалдығы жоқ. Өзімнің ұлтыма да қызмет емес, ешқайда да қызмет болмай қалатын еді деп ойлаймын. Сосын енді уақыт өте келе көп кітап оқыдық, енді білім алдық, университет кезінде де. Сол кезде қарап отырсақ, қазақ зиялылары, мысалы, Әлихан Бөкейханов 9 тілде біледі. Бізде бірнеше зиялыларымыз 7 тілде, 5 тілде біледі. Германияға барып оқып келген зиялыларымыз бар. Бірақ олар қанша тіл білсе де тек өзінің тілінде, халқына өзінің тілінде сөйлеген және өзінің тіліне қызмет еткен. Қазір енді өкінішке орай бір тіл білу немесе орысша сөйлеу элита болып есептеліп, қазіргі енді жақсы болып келе жатыр ғой. Өкінішке орай енді бизнестардың көбі өзім маркетолог болып жұмыс істегеннен кейін, бизнес жүргізгеннен кейін, бизнестің көбінде сұраныс орыс тілінде. Орыс тілінде жүргізіңізші дейді. Орыс тілінде тек қана мамандар алайық. Орыс тілде білу керек ол деген сияқты. Енді ол нарықтың сұранысы болғаннан кейін, мақсат бизнес жүргізу болғаннан кейін, орыс тілді адамдарды аламыз, орыс тілде жұмыс жасаймыз. Бірақ балалар өзінің тамырынан қуат алмағаннан кейін, олар бәрібір түбінде сенімсіз болады. Мысалы, қазір жарайды, орыс тілінде сөйлейді. Ол Россияға барса, орыстар оған айтады: узкоглазый, сен андайсың, сен мындайсың деп. Оларды мысалы қазір видеолар шығып жатыр ғой. Нацизм мазмұнын беретін видеолар көп шығып жатыр. Бәрібір орысша айтқан ни туда, ни сюда болып қалады да. Сол үшін де қазір деколонизация өте жақсы жүріп жатыр, және оның бір өкілі өзіммін. Қазақ тілінде не істеу, жаңағы өзіне контент беру. Бірақ біздің өкінішке орай ата-аналардың поколениясы, олар өздерінің гештальттарын балалар арқылы жабуда. Мен орыс тілінде қатты білмедім, баламды орыс қаласына берем. Мен сондай таныстар білем. Таныс емес, бір жаңағындай сөйлесіп, білесіз ғой қыздар, салонға барып, мастермен әңгіме айтып отырып, осылай әңгіме шығып кетеді. Сол кезде естігенімде сондай нәрселер болған. Бірінші сыныпқа орыс класына береді, балам орысшадан қиналмасын, 2-ші классы оқиды, 3-ші класс, ойбай, мына вообще қазақша түсінбей қалды деп алып қазақ классына береді. Бала не болды? Былай да емес, былай да емес дегендей ғой. Сон адам өзінің тамырынан қуат алады деген, адам өзінің тілін, болмысын, елін мойындаған кезде, қабылдаған кезде, өзінің кім екенін қабылдаған кезде ғана ол сенімді болады. Және сол ұлтқа қызмет еткен кезде өзінің тіліне, өзінің болмысына қызмет еткенде, бұрын мен ойлайтын қазақ зиялылар не үшін атылып кеткен деп. Мен болсам үндемей жата беретін едім. Оян қазақ жазбай жата беретін едім. Сосын қарап тұрсаң, ол өзіне қызмет еткен ғой, өзінің ұлтына қызмет. Мен якут достарым бар, Саха республикасынан келген. Бірге тұрдық. Сол уақытта мен сахалардың қандай екенін көрдім. Олардың травмаларын, олар енді қазір де колонияда ғой. Біз колониядан шықтық 91-ші жылы. Бірақ олар қазір де колонияда, менің байқауымша, олар өзінің бизнесін ашты, одан кейін алып келді. Якут балаларды осындай қазақ университеттерін аралатып, ана балаларға сөйлесе: добро пожаловать, как ваши дела? Деп, как вам Казахстан? Десе бүйтіп қашады балалар. Енжарлық, андай бүйтіп қашады да. Мен андай сөйлеуге келесі уже сөйлемді жалғастыруға құлқың болмайды. Өйткені олар басып қалғанда, олар, мен айтайын, Якутиядан, осында оқымаған, бірақ Якутиядан тікелей келген үйге қонғанда таңғы 4-ке дейін әңгіме еттік. Мен қазақтар осындай ма дейді. Мен 7 ата туралы айтып бердім. Білгенім бәр. Бізде осылай. Ана бала қыз өстіп отырады да. Мөлдір дейді. Қалай маған айтады да. Сенің фамилияң, ол сенің атаң ба дейді.
менің фамилиям кім екенін білмеймін дейді. Менің фамилиям мысалы Александрова, но Александрдың кім екенін білмеймін дейді. Мен айтамын, менің атам, мен Байбуринова, мен орысша ғой, Байбөрі. Менің Байбөрі, иә. Атамның атасы Байбөрі. Ол менің атамның атасы Байбөрі, белгілі. Ол ондай емес. Олардың бүкіл тарихтарын, кітаптарын жойған, ата бабаларын жойған, аты Якутша, мысалы аты Туяра болуы мүмкін, фамилиясы Васильева болуы мүмкін. Василийдің кім екенін білмейді. Соған қарап мен түсіндім, біз қазақ, біз тамырымызды жоғалтпадық, біз әлдеқайда мықтырақ екенбіз қазіргі колониялық мемлекеттерден қарағанда. Бірақ жаңағы құлдық саны әлі де бар. Ол бізді өзімізді біреумен салыстырумен көрінеді. Жай ғана сыртқы келбет, бренд киюден көрінеді. Мысалы, мен бренд кисем, аналарға крутой болып көрінемін. Мысалы, адам өзінің ішкі күшінен құндылық таппайды, ішкі тамырынан құндылық таппайды, сыртпен толтырады сол нәрсені. Бүгін мен мысалы Булгария алып берді маған, күйеуім, Булгария мені нем деп, Булгария алмасаң да, негізі сен құндысың. Қандай адам құнды болады? Өзінің тамырын білетін, өзінің тілін, болмысын, ата бабасын мойындаған адам ғана өзін толыққанды сезіне алады. Негізі көп әлеуметтік желіде, подкасттың астарында жазып жатады қыздарымыз. Өзімді салыстырамын, құнсыздандырамын, анау күшті сияқты, мен керемет емеспін деген. Жалпы байқап отырсам, қазақ қыздарының 90%-ында осы мәселе. Қалай шешімін табу керек деп ойлайсыз? Өзін салыстыру деген. Бір сөзден бір сөзге кетіп жатырмыз ғой. Оқыңыздар. Мен сізде болмады ма бұндай қасиет? Әрине болды. Қалай жұмыс істедіңіз? Ол өте біз мысалы психологпен қазір жұмыс істейміз ғой. Біз психологпен жұмыс істегенде білесіз бе, біз өзіміздің ғана кішкентай кездегі травма емес, біз ата бабамыздың травмасымен жұмыс істейміз. Олардың жаңағы ашаршылық көрген, соғыс көрген, соғыс кезінде тылда еңбек еткен, одан кейін бір бидайды алған үшін сотталып кеткен, қуғынға ұшыраған, оның барлығы ата бабаларымыз. Менің ата бабаларым да соғысқа қатысқан. Оның баласы менің атам, оның баласы менің папам. Одан келген мен, мысалы, шынымен де. Бір эксперимент бар. Андай эксперимент жасайды, крысаларды эксперимент жасайды ғой. Жаңағы жігіт, еркек, тышқанды, электрошокермен осылай не істейді, соғады. Қараңыз, бірінші розаның иісін иіскетеді, одан кейін электрошокер соғады. Одан кейін келесі күн тағы да розаның иісін иіскетеді, электрошокер соғады. Тағы да қайталай береді. Розаның иісін иіскетеді, электрошокер соғады. Анау келесіде розаның иісін иіскеткен кезде өзінен өзі қашады. Электрошокер болмаса да қашады тышқан. Сосын әйел тышқанға ештеңе істемейді. Ұрғашы тышқан ана жақта. Сөйтіп екеуін будандастырады. Будандастырғаннан одан туған тышқанға розаның иісін иіскетеді, анау қашады. Көрдіңіз бе? Қорқыныш қалай ДНК қуалайды. Біздің генімізден өтіп кеткен ол нәрселер. Біз қазір бәрібір, мен айта алмаймын, 100% отарсыздандым, 150% деколонизацияға ұшырадым деп. Бәрібір менде бар. Бірақ мен оны ұстап аламын. Бір сенімсіздік кете ма, бір салыстыру кете ма, бірден ұстап аламын. Жоқ, ол менікі емес. Мен өзім бармын, өзімнің тамырым бар, өзім білем болды. Өз құндылығым бар, өзіме не ұнайтын, ұнамайтын білемін деген сияқты. Мені мысалы, біреу мені ата-анам или Алла тағала мені біреуге ұнасын деп, біреу оны бағаласын деп дүниеге келген жоқ қой. Біреу осы әдемі екен, бренд киді екен деп айтсын деп дүниеге келген жоқ. Осы бір әлемге, ғаламға бір пайдасы тисін, біреуді мүмкін жай ғана біреуді қуантсын мүмкін деп әкелген шығар. Бірақ дәл осы бренд немесе сен кереметсің деген сөзді есту үшін әкелген жоқ. Сол үшін қыздарға айтқым келеді, бірінші кезекте өздеріңізді тануға тырысыңыздар. Өздеріңізді айтады ғой, қазір неме дейді, женственность, бір прокачивание женственности деген көп қой. Ондайды оқи бермей, өзінің тарихын
тамырын, кіммін, мен қайдан келдім, не істеп жүрмін, ата бабам не істеген деп түсінген уақытта, мен осындай адам екем, осыдан құралған адам екем, енді менің жолым осылай болса, осы сүйіктісімен айналыссам, мен мына әлемге бір пайдалы болады екем деп өзінің арманды да енді Құдай бекер бермейді ғой. Демек ол арманда оның миссиясы бар. Былай ғой, қалай айтатын еді, талғамды беруді қаламаса, қалауды бермес еді Алла тағала. Демек қалап тұрсың ба, тағдыр талғамда деп ойлаймын да мен. Сенің талғамыңда болып тұр ма, қалап тұрсың ба, демек ол сен тағдырында бар. Бас алдыға жаса ештеңе қарама дегенде ғой. Енді көбінесе энергия қазіргі таңда қыздарда сол сыртқы факторды толтырумен, сыртқы фактор арқылы ішіне қуысты толтырумен тырысады да. Ал негізі оның бәрі қарап тұрсын басқан ойы. Иә. Мысалы, қыз Луи Виттон алғандықтан мен бір тым болмаса Луи Виттонның браслетін алайын деген ой келеді да. Бірақ ол енді жақсы ғой алған. Көп болсын, бір бар. Мен алғым келеді, әрине. Сапалы дүние ғой. Бірақ соны өмірінің құндылығы болмаса деген нәрсе. Мысалы, кейін ақшам көп болған уақытта барып Есентайдан Луи Виттонның ремень керек еді деп ала салғым келеді да. Барып ақша жинап, арман қылып жазып, оны алып, ол уже біреудің ойы. Біреудің көзінше крутой болып көріну деген. Бәрібір ащы шындыққа тура қарайтын болсақ, сондай ой жатады. Мен әрбір іс-әрекетімде сондай нәрсе. Мен мынаны істегім келіп тұр, бұл навязанный ма, әлде өзімдікі ма? Ойланасың. Иә. Бұл мен біреуге көрсету үшін бе, әлде өзім үшін ба деген сияқты ойды сараптап аламын. Бірінші өзіме ішімнен шықса ғана жасауға тырысамын. Қазір сондай. Бұл құлдық сананың бір көрінісі. Байқасаңыз, шетелге барған уақыттарда мен көп көрем, СНГ-ға ортақ бір сондай травма бар. СНГ-ның бәрі сол. Мысалы, жай ғана жаңағы материалдықпен мысал келтіріп жатырмыз ғой. Европада Гуччимен автобуста жүру нормально. Ол ешкім қарап отқан жоқ. Ал Қазақстанда сен айфонмен автобуста жүрсен, бір анау айтады, сыртынан сөйлейді. Анау неменеге норковый шуба киіп алған автобуста жүр. Мен сондай пікір естіп қалған біреуден. TikTok-тағы шығып кетті деймін. Иә, мен көрдім сол. Иә. Ол пікір біріншіден біреуден ең бар. Екіншіден жүрсе жүрсін. Иә. Не кисе де бәрібір. Мүмкін оған жылырақ шығар. Мүмкін оған ұнайтын шығар. Жүрсін автобуста, жүрсін таксимен, өзі Range Rover айдасын. Бәрібір ғой. Ал Европада қарамайды. Сен не киіп жүрсің, немен жүрсің, иә? Бұл біздің біреуді сынап айтуымыз құлдық сана. Біз әлі арылған жоқпыз. Әлеуметтік желідегі блогерлардың жаппай насихаттауынан да шығар деп ойлаймын. Бірақ бұл нәрседен аудиторияда ақырындап арылып келе жатыр ау. Өйткені сол бір дүниеге насихаттап жатыр ғой. Қазір енді успешный успех модада емес деген сияқты, трендте емес, барлық адамға қарапайымдылық, шынайылық өтеді дегенде есіме алып кеттім ғой. Расымен де бәріміз сондай кезең өттік, бизнеста жүргеннен кейін ойбай, анау Гуччи киіпті, мен де киюім керек деген сияқты бар ғой. Яғни тырысу болмаса да деген сияқты. Кейін бірақ уақыт өте келе, өзіңмен жұмыс жасай келе, қалау болған жақсы. Бірақ өзіңіз айтқандай біреу үшін емес, егер ішіңде ұнататын сондай бір дәм болса, ешкімге дәлелдемей-ақ алу деген дүниеге мен өзім жаңағыдай келдім да. Қарап отырып, иә деп, ол жолдан өтіппін деген сияқты ше. Бірақ қазір басқа екен деген сияқты өзімнің травмаларыма, сосын жұмыс жасау барыстарыма қарап отырмын ғой. Расымен де толыққанда келісемін. Мен сол колониядан арылу үлгісін Грузиядан көрдім. Грузияға барған уақытта жастары мүлде орысша сөйлемейді екен. Өйткені біздің санамызда енді Грузия орысша сөйлей бересің деген сияқты. In English please дейді. I don't understand деп сөйтіп келеді. Сосын ағылшынша сөйлейсің. Ал орысша сөйлесең, үлкендер орысша сөйлейді, бірақ бәрібір мужской род па, женский род па бүйтіп жатыр. Мой жена деп әңгімен сөйтіп айтады. Аға ше, мен қараймын да, қалай қызық. Бізге ана тұрпай ғой. Біз үшін андай
дұрыс емес сөйлеу ол бір андай ұят, сен иә мынау деген қарабайыр, иә, білбейтін. ауылдан келген сондай. Сосын мен сөйлесіп Грузияда әдейі сол жақтың тұрғындарымен сөйлесуге тырыстым. Кірсек, мысалы, бірдеңені сұрасаң, рубльмен айтады да, бағасын. Жыным ойнайды. Мен енді өзім патриот болғаннан кейін атам да сондай көп шежіре, тарих үйретеді өзім. Содан кейін жыным келеді да, тұрып бәрімен сөйлесіп көрген кезде сол мужской род қайда, женский род қайда, окончание, предлог, бәрібір приставка қоя береді. Бастысы біз түсінісіп тұрмыз ғой деймін ғой. Мәссаған, қалай қызық деймін. Біз жаққа келем, бірдеңені қате айт, біреу қате айтсын, мен ішімде де ол болады. Біреу бір нәрсені қате айтып тұрса, білмеймін, менде болды ондай. Бізде идеалдылыққа ұмтылу бар. Иә, өз емес, бірақ идеал ұмтылу. Қараймын да, мөлдір, ол оның тілі емес. Қалай сөйлегісі келсе, солай сөйлесін. Бастысы мен түсініп тұрмын. Мақсат түсінісу, коммуникация. Мақсат. Грузияда сондай. Мақсат коммуникация, түсінін болды. Ал қазір бізде акцент па, предлог па, приставка ма, бәрінде қарайды. Адам өзінің құндылығын сезіну үшін бірінші орыс тілінен күшті екенін, орыстардың менталитетіне сай екенін дәлелдеу керек. Не үшін біз өзіміздің табиғатымызды дәлелдеуіміз керек? Біз өзіміз тамырымыздан үзілмеген халық болып тұрғанымызда. Біз үзілген жоқпыз ғой. Одан тамырымыздан қуат ала аламыз. Не үшін біз дәлелдеуіміз керек деген ой келеді ғой. Сондай болды менде. Содан кейін 16 желтоқсанда Мұхтар Шахановтың спич айтады ғой. Арал туралы әңгіме айтам дейді да, 16 желтоқсан. Соны мен қарасам, акцентпен айтып, мен қараймын да, андай, вау деймін ғой, андай басқаша экзотичный сондай бір не бар. Иә, мен қазақпын деп тұр. Иә, өзінің кімдігін көрсетіп тұр да. Бұрын маған ұнамайтын. Бұрын мен ойлайтын, дұрыс емес сөйлеп жатыр деген. Қазір ұнайды маған. Бір проработанный мөлдір тұр ғой. Әдемі екен, өзі оның кімдігін көрсетіп тұр. Ішіндегі акцентпен сөйлейді, қазақсың ба? Иә, заявляю деген ішінен шығып тұрады да. Осы акцентпен де бармен қабылдаңдар. Иә, мен сол үшін тіпті ағылшынша сөйлеген уақытта да акцент, британский акцент, американский акцент деп тырысамыз ғой. Сонымен енді әрине әдемі қылып сөйлеуге тырысасың, бірақ баға бермеу керек екен. Мынандай екен, мынандай екен, мен мынандай болуым керек екен деп. Қалайсың? Солай бол. Бастысы сен өзіңсің ғой. Өзіңнің ұлтыңсың, өзіңнің тамырың бар. Және ең күшті өсу ол өзіңмен салыстыру сияқты. Мысалы, 1 жыл бұрын қалай болдым, 1 ай бұрын қалай болдым деп ақыры прям салыстыратын адам таппай жатсаң дегенім ғой. Өсуге. Сондай. Жалпы бұл көріністі көп жерден қарауға болады. Тіл тұрғысынан да, ата-аналарға да тіпті айтқым келеді. Өздеріңіздің травмаларыңызды балаларға навязываться етпеңіздер. Өйткені мен білмедім екен деп баланы істеу мүмкін, бала туғаннан кейін мүмкін бүйтіп, мен мысалы біздің қазақ дана халық қой, ақын болар мекенсің, елін сыйлаған, елі сыйлаған, батыр болар мекенсің. Мен кім тудым деп ше? Мен енді ана емеспін әзір. Сонда да бүйтіп кім тудым, оның мінезі қандай, кім болар екен деп бүйтіп баланы зерттеп қарасан, оның бір таланты, оның бір әлемге қосатын бір қабілеттері пайда болып бастайды. Көрініп тұрады. Иә. Мен кішкентай інілерімнен қараймын ғой, өзімнің племяннигімнен. Мынандай болатын сияқты, қызық, мынау қандай адам болады екен деп. Сөйтіп қараймын да, балаларға сөйтіп қараңыздаршы деп айтқым келеді. Өйткені мынандай болу керек, ол маған бару керек. Мынандай бокстан шығып маған бару керек. Ол мынандай тіл білу керек. Біз кезінде осыдан қиналғанбыз, мынау қиналмасын, заман өзгеріп кетті. Қазір мысалы бұрын адамдар жаппай орыс мектебіне беріп тастаса, қазір орыстар қазақ мектебіне беріп жатыр. Өйткені заман андай емес, біздегі санамыз отарсызданып жатыр. Біз тәуелсіз болып саналы түрде келе жатырмыз. Және оның да әсеріне біздегі эстрададағы жаңа Диван бар, Еңлік бар, өзіміз бар, қазақ тілді кинолардың шығуы жаппай әсер етіп жатыр деп ойлаймын. Ол да бәрібір тәрбиелейді. Біз күшті болып келе жатырмыз. Қазақ тілінің беталысы қалай, болашағы қалай деп ойлайсыз? Өте жақсы. Маған ұнайды. Мен Еңлікті жақсы көремін, құрбым ғой. 91 әрине. Сондай қазақ тіліне деген махаббат ашты ғой тыңдарманның.
бұл білесіз ба, бірінші кезекте кез келген адам осылай аша алады біреуді. Кез келген адам біреуге ой сала алады. Өзін қабылдап, өзінің талантын өзінің тілі арқылы ашқанда. Мысалы, еңлік өзін қабылдап, мен еңлікті жақсы көремін да, өзі. Мен де қатты. Жанында демаласын. Сондай бір Иә. шынайы. Үй ғой, үй. Отырған үйдің жанында демаласын, үйдің ішінде. Сондай демаласын. Өйткені ол өзін қабылдаған, өзінің тілін, өзінің болмысын жазады, қалаған тілінде. Зак, эйс, бәрін, әлем. Ұнайды. Сол кезде ғана шығады. Ондай бір тәкаппарлық та көрінбейді да, иә? Әрине, иә. Мүмкін мен осы уақытқа дейін шықпаған себебім сол бір комплекстармен алысу болған шығар. Мүмкін мен 10 жыл бұрында шығуыма болатын, 5 жыл бұрында шығуыма болатын еді. Мүмкін осы комплекстар мені жібермеген болар. Мен мысалы әлі жеткілікті деңгейде мен бүйте алмаймын, мен сөйте алмаймын деп өзімді қабылдамаған себепті мүмкін бұрын шықпадым бекен деп ойлаймын. Дәл қазір еркін түрде айта аламын, еркін болып жүре аламын. Қазір мен айтам бұл еркіндікті, бірақ енді өте көп жұмыс істедім. Оқыдым, зерттедім, түсіндім, солай келдім да, өте үлкен жол болды. Бұл негізі стандартты қоғамда бұл автоматты түрде болу керек. Мысалы, Англияға барасың, Англия болған уақытта мен халыққа қарағанда мен нацизм байқаған жоқпын да. Жаңағыдай мен оны қақып кетсем, I'm sorry дейді. Мен кешірім сұрады, мен ғой қаққан. Мен ғой қаққан, неге менен? Оларға бәрібір да, кім не істеді, ыңғайсыз адам, ыңғайсыз кім кінәлі деп. Иә, кішіпейіл, бәрібір. Ол кішірейгеннен ол төмен болып қалған жоқ. Төмен деп сезінбейді. Ал бізде көбінесе мен өзім психологияға кетіп қалдық қой. Ең тәкаппар адам өзін ең төмен сезінетін адам деп есептеймін. Рас. Ол кешірім сұрай алмайды, жаңағыдай өзінің қателігін мойындай алмайды. Ал колонияда болмаған мемлекеттерде ол бәрібір. Иә, оларға андай қалай барсың солай. Тыныш, рахат. Мен бүйтіп отырған көрініп қалмаймын ма? Отырмыз ғой, рабочая сторона, не рабочая сторона деп ше, мысалы, жаңа съемкада. Негізінде в идеале бізге бәрібір болу керек та. Кім қалай көріп жатыр? Мен өзім жақсы сезінемін, әдемі сезінемін, болды деген сияқты. Иә. Сондай болу керек. Енді демек біз әлі оған жеткен жоқпыз. Соған жеткізу керекпіз. Қайғырынан болса да. Таласып қалдық екеуміз ол жаққа. Ол жаққа. Мен жеңілдім деп па? Солай. Бұл тұрғыдан маған өзім Молдияр Ергебеков деген бізде профессор болған. Қазір Назарбаев университетінің профессор. Бұрын бізде СДУ-да профессор болды. Өте көп жұмыс жасады. Ол басқаша, нестандартный адам болды да. Бізге Франц Кафка. Кім? Франц Кафканы оқытты. Кантты оқытты. Андай қиын кітаптарды. Миым сынатын. Қалай, неге осы кісі қияли? Соны қазір Молдияр ағайды көрсем айтамын. Қазір телебағдарламаны жүргізеді, неде, Қазмедияда. Ағай, сіздің сол кезде айтқаныңыз мен енді түсініп жатырмын. Шынымен де. Уақыт керек, иә? Иә. Зрелость енді жетіп жатыр да. Бірақ сол кездің өзінде бізге дискриминация жасауға болмайды, біреуді төмендетуге болмайды. Нацизм, расизм, сексизм болмайды. Феминист кісі болды да ол кісі. Феминизмді үйретіп кетті бәрімізге. Қазір бөлмейміз. Мысалы біздің группаластарымыз қарасақ, біреуді бөліп жатса, сен мұндайсың, андайсың. Бізде қой, болмайды олай. Шынды ғой, бәріміз бірдейміз деген нәрсе қалыптасты. Сол тұрғыдан мен Молдияға рахмет айтқым келді. Осы жерді қиып рилсқа саламын ағай. Сондай. Жалпы осылай қалыптастық. Қазір жаңа қазақ тілінің болашағын сұрадыңыз ғой, иә? Жақсы деп ойлаймын. Жалпы қолымыздан келгенше сіз бар, біз бар, түрлі сапалы контент ұсынсақ, болашақта тағы да жұмыс істесек, күшті боламыз деп ойлаймын. Жалпы ең бірінші біздің күресетін және түсіндіргіміз келетін нәрсе ол адам өзінің болмысынан ұялмау. Тек осыны біз үйретсек, негізі екеуміз отырып ше, мысалы, өзінің болмысынан ұялмау, табиғатынан, ұлтынан, жаратылысынан ұялмауды үйретсек, ары қарай өзі кетіп қалады, шешіліп кетеді. Басындағы бір түйін шешіп жіберсе, ары қарай өздері кетеді. Сол үшін болмысынан ұялмауды
біз осылай жайлап насихаттаймыз. Насихаттап десеңізші. Иә, ол негізі біз автоматом ұялмау керекпіз. Иә. Просто колонияда болғасын енді қалып кетті да оның Иә. барлығы. Негізі өте бір терең 20 минуттық тақырып ашылды. Өйткені бұл нәрсе сіздің бойыңызда бар екенін білдік. Айтылмаса да ол сіздің жасап жатқан контенттеріңізден, шет тілін қазақ тілінде сайратып жатқаныңыздан көрінеді. Әлбетте ізденгеніңіз де, ішіңізде патриоттық сезім бар екенінде, қазақ тілі үшін екеніңізде көрініп тұр. Және солай ашыла алғаныңызға, сене алғаныңызға рахмет дегім келеді. Сізге де рахмет. Күшті ашып жатырсыз. Әдемі, мысалы енді ойлап тұрсақ, ойларыңызда бір стандартты емес, еркін, жаңа ақылды әншімін деп жатырсыз. Енді қараңызшы, ақылды әншімін демеймін. Жоқ, енді ол термин ғой. Ақылды әнші болғым келеді дейінші. Термин ғой енді, жалпылама, иә. Бірақ дей тұрғанмен ақылды қыздарды көп қоғам ұната бермейді. Ақылды қыздарға өзінің жартысын табу қиын деген стереотип бар. Бұнымен қаншалықты келісесіз? Және қыздар үшін 30-ға дейін тұрмысқа шықпау ұят әлде ұят емес? Осы қырынан ашқым келіп тұр сізді. Өте қызық сұрақ қойдыңыз. Біздің үйіміз бір стандарттарға байланып қалған ғой. Мысалы, бір інім Италияда оқиды. Өстеді, мен профессорым дейді. Өстейді ғой маған дейді, Мағжан деп айтыпты. Өзі жас 48-де дейді. Мағжан, мен тұрмыс құруға дайын сияқтымын дейді. 48-де? Иә. Сосын ана Мағжан, ойбай, мен мамам 48-де ғой. Мағжан миы көтере алмайды да ол нәрсені. Мағжан андай, мә дейді, мен де мамам 49-да өзімнің анам. Мә, осындай да бола ма не дейді. Сосын ана профессордан сұрапты, сіз оны қайдан байқадыңыз? Мен бала көрсем, жылы сезінетін болыппын. Менде материнский инстинкт оянып жатыр екен деп айтыпты. Сол Мағжан айтады, мә, сондай да бар ма не? Біз айтамыз, біз бір нәрсені бір стандартқа байлап тастағанбыз ғой негізінде. Мынандай болуың керексің, бітіруің керексің, одан кейін күйеуге шығуың керексің, бала туың керексің, күйеуге шықтың өтіп балашан деп сондай сұрақтар. Бала тусаң қызғашан. Иә. Ол қашан? Енді саған бір қыз керек сияқты деп айтады. Иә. Соны мен айтам да, қоғамға өмірде ең басты нәрсе өзіңнің адамың табу ғой. Өзіңнің адамың 18 жаста келе ма, 19 жаста келе ма, 30 жаста келе ма. Бастысы өзіңнің адаммен өмір сүру. Мұхтар Шахановтың бір өлеңі бар ғой. 10 мыңнан бәлкім 2 адам үмітін зорға жалғаған. Содан ғой сансыз кеудені жалғыздық дерті торлаған. Рухы қосылмағандар сезімсіз, сәнсіз, жақұтсыз, сондықтан мына жалғанда екеудің бірі бақытсыз. Бір туар махаббаттың да сырт санын құрайтындар көп, жай көзге күліп жүргенмен жасырын жылайтындар көп, деп айтады. Біз көріп жүрген екі жұптың барлығы бақытты ол махаббатпен деп айта алмаймыз. Немесе сана биігінде тоғысқандар ма? Иә. Сана биігінде жолығу деп айтады. Иә. Сана биігіне шықпағандар да бар. Біреу шығып, біреу қалып қойғандар да бар. Біз көріп жүрген жұптардың барлығы махаббат деп ойламаймын мен. Біздің жұртта егер шынымен де барлығы махаббатпен қосылған болса, ашулы адамдар аз болатын еді. Өміріне риза емес адамдар аз болатын еді. Ұрсысатын адамдар аз болатын еді. Тредста көресіз ғой енді. Өмір сүргені міндет кейбіреулердің ше. Мен қарап, кімге ренжулі? Егер адамда махаббат болса, ол былай ренжімейтін еді ғой. Бірақ жаңа аккаунтына кірсен 3 баланың анасы, сүйікті жар деп тұрады, мысалы. Өзіміздің өнердегі әпкелеріміз жазып жатып, көрсетіп жатады, мысалы. Негатив жазып кетіп, бірақ не деп. Енді бұл махаббатқа 10 мыңнан бәлкім 2 адам дейді ғой. Сол 2 адамның бірі болуға армандаймын өзім. Тұрмыс құрмағанмын ғой әлі. Сол 2 адамның бірі болуға бәріне тілеймін. Өйткені әрине мықты қыз болу, ақылды қыз болу қорқынышты біздің қоғамда. Өйткені ол ойды мен де естігенмін. Ол ойды естіп мен өзімді басқан уақытымда болды. Өзімді жарайды, мен бақытты болу үшін осындай болуым керек шығар деп үндемей жүрген де кезім болды. Бірақ түбі келгенде өзімнің табиғатымнан қаша алмайсың, өзіңді түсінесің, сондай болады. Бірақ та мынандай сөз бар ғой. Асау қызға тиіспеңдер,
өзі сондай қызға. Ол өзі сияқты пародистый біреуді тауып алды, сонымен бірге шабады алдыға. Нелерің бар дейді. Оқып қалдым да. Шынымен асау қызда нелеріңіз бар? Ол өзі сияқты адам табады да бірге шабады содан кейін. Сол сияқты әркімнің өз теңі бар деп ойлаймын. Өзінің көтере алатын теңі бар деп ойлаймын. Тең-теңімен деп айтады ғой. Енді сол үшін егер де мықты қыз көрсеңіздер, өйтіп баспаңыздаршы деп адамға айтқым келеді, адамдарға. Өйткені әркім әртүрлі табиғатпен туады. Біз мына 5 саусақ бірдей емес, және 5 саусақтың узорларымыз да әртүрлі. Ұқсамайды, ештеңе еш нәрсеге ұқсамайды өмірде. Сол сияқты әркімнің өз тағдыры бар. Әркімнің өзінің табиғаты бар, мінезі бар. Стандартқа бәрін салуға, рамкаға тығуға болмайды. Кезінде мысалы қазақтың қызы дейміз. Қазақтың қызы қазір бүйтіп елестейді ғой. Бала инабатты. Енді бұл күшті, шын. Біз бәріміздің бойымызда бар. Адам мен бір қалыпты деп айта алмаймын. Инабатты болатын жерде мен де жақсы көремін. Үлкендерге иілгенді, сыпайы ол кісіні сыйлағанды да ұнатамын. Бірақ керек жерінде осылай да қоямын. Рухыңмен, қайсарлығыңмен. Нервін ойнатса деген нәрсе бар олды. Бірақ та қазақ қызымен айтқым келеді, мен атам айтады. Өзімнің Стәнбек атам айтады. Гаухар Батыр дейді, Найманмын ғой енді. Қабанбай Батыр мен Қаракерей ұрым. Қабанбай Батыр мен Гаухар Батыр соғыста танысқан. Гаухар батыр болған әйелі. Соғысып жүріп танысқан. Баласын тәрбиелейді, соғысады. Бопай ханым Әбілқайыр хан, қателеспесем, барлық стратегиясын жазып беріп отырған. Қалай соғысу керек? Қалай? Барлық соғысты Бопай ханымның ақылдасуынсыз шықпаған. Бұл әйелдің үлкен даналығы. Біздің даналық дегенмен осы жақында сол ой келді. Қате түсініп кеткен сияқты. Даналық дегенде, мысалы қазір шетелге барсаң, көп көрсең, сен больше кругозорың үлкейеді дейді. Бірақ біздің ата-бабаларымыз, аналарымыз кезінде, дана аналарымыз ешқандай шетел көрмеген, бірақ даланың бір рухы бар да. Біз көшпенді халықпыз. Ана жерден көшесің, мына жерді көресің, соншалықты кругозорың кең. Бір ошақтың басында тұрған. Адаптацияға, икемді тез бейімделеді тұрған жерінде. Өте үлкен қабілет ол дегенше. Осындай табиғат тұрған кезде мен айтқым келеді адамдарға. Адамдарды қабылдап үйренейікші. Бір қыз бар, жуас. Ол әдемі, өзіне жарасады. Оның бақыты сол жуастығын сүйетін бір жігітте. Бір қыз бар, асау. Ол асаулығын ұнататын бір жігітте оның бақыты. Бақыт деген енді мен айтпаймын, жігіт бір бөлігі ғой ол. Әйтпесе адам өзімен өзі бақытты болу керек қой. Баласыз да, күйеусіз де. Өзімен өзің бақытты болған уақытта сен екі еселі бақыт болу үшін үйленесің, тұрмыс құрасың деген сияқты. Сол үшін адамдардың әртүрлілігін қабылдайықшы деп айтқым келеді. Бәрін бір стандартқа сай келмей. Тіпті мен үлкендерге айтқым келетін бір нәрсе бар. Қазір мен кішкене су ішіп алайын. Жалпы бұл күшті тақырып өзімен айды. Өйткені шынымды айтсам, енді бәріміз осы жерден өттік. Сіз де енді қыз баласы болғаннан кейін тұрмысқа қашан, сен ақылдысың, сен мынандайсың, саған болмайды, білесің ба, сен сияқты қыздардан жігіттер қорқады деп айтады да. Ішіндегі стержень жоқ қызды ол сындырып жібереді. Мен де сынғам бұрын. Осы сөзден де сыным мүмкін, басқа да сөздерден. Менің бір басқа тұлғамды қабылдамаған сәттерде сындырдым, қайтадан жинадым. Бір жыл не өмір сүріп жүргенін білмеймін, стеклянный, өлқасам да бәрібір сияқты маған деген. Сондай сәттер болды. Енді бұл ойдың барлығы үлкен жолды жүріп өткеннен кейін түсінген нәрсем ғой. Үлкен жол деген осы уақытқа дейінгі түсінгім. Үлкендеріміз бізде айтады ғой. Мен мынандай үлкендерге айтқым келеді, үлкен аналарымызға, әпкелерімізге. Сен бұлай деп ойлайсың ғой, өмір негізі олай емес, олай болмайды. Мен де кезінде сен сияқты ойлағам, ақыры бұлай болды ғой дейді. Сосын мен ішімнен ойлаймын да, сіздің ақырыңыз солай болған шығар, бірақ менің ақырым ондай болмасыншы деп тілеймін. Неге сондай әпкелеріміз менің ақырым сондай болды екен, бірақ сен ондай болма, бірақ өз арманыңнан тайма, күт, мысалы.
өзіңнің адамың болса, мысалы сені осы қалпында сүйетін адам болады, немесе сен осы қалпында арманыңа жетесің деп неге жігер бермейді? Мен арманым орындалмаған, мен ойлағам, сенікі де болмайды, сен олай, өмір деген ондай емес саған деп негатив сценарий береді миына. Сағың сындырады. Сағсынады. Егер мен сол уақыттағы бұрынғы сенімсіз бүйтіп өзін іздеп түсінбей жүрген мөлдір болатын болсам, сен қалатын едім. Менде бірден ішімнен ой келді. Әркімнің ақыры әртүрлі. Біреуі ақырында арман орындалады, біреу ақырында басқаша болуы мүмкін. Енді оның жауабын мен білмеймін. Мүмкін тағдыр, мүмкін таңдау. Оны мен білмеймін. Сол себепті тек қана үлкендерге айтқым келетіні, өзіңіздің арманыңыз орындалмаса, арманға ұмтылған жастардың сағын сындырмаңыздаршы дегім келеді. Керісінше, менде болмады екен, мысалы кім? Мұхтар Шахановтың сөзі бар ғой. Мен өзім сол кісіні ұнатамын. Айтады ғой, енді махаббат деген 2 пайымды парасатты адам сана биігінде жолығуы деп. Бірақ ол айтады, мен сана биігінде жолықтыра алмадым дейді. 3 рет үйленген ғой кісі. Бірақ айтып жатқан жоқ, өмір деген ол сенде жолықтырмайсың деп ешкімге айтқан жоқ ол кісі. Менде болмады, сенде болмайды деген жоқ. Сенде болмайды деген жоқ, мен жолықтыра алмадым дейді ол кісі. Бірақ жолықтырғанның махаббаттың қандай керемет сезім екенін бәріне тілейді. Бірақ сен өмірде ондай емес, мен жолықтырмаймын, сен де жолықтырмайсың деп айтқан жоқ. Сол себепті үлкендерге менде болған жоқ, сенде өмірде мындай емес. Өмір деген әркімге әртүрлі. Ол мына не сияқты ғой? Цилиндр сияқты ғой. Былай қарасаң 4 бұрыш, былай қарасаң 3 бұрыш. Түсінбейсің қандай екен. Кім қандай ракурстан қарайды? Өзінің призмасымен қарайды ғой. Иә. Сол себепті өзінің призмасында өмірді солай түсінді екен деп жастарға өмір деген мынандай, өмір деген мынандай. Ол айтпау керек деп ойлаймын. Сондай. Сол себепті өзімнің мықтылығымды демей-ақ қояйыншы, кез келген жерде енді сезімге де әлсіз біз бар ғой, әлсіздік. Мен ойламаймын адам бір түрлі деп. Керек кезде әлсіз де тұсы бар оның, мықты да тұсы бар. Сол себепті жалпы өзімнің табиғатымды қабылдаған уақытым енді болған сияқты көрінеді маған. Осы бір жыл шамасында. Бұған дейін әртүрлі сенімсіздіктер, біреудің ойын ойға алу, қорқу, оның бәрі кез келген адам өтеді. Нумерологияда айтып жатады ғой. В минусе осындайсың, в плюсе осындайсың. Ана в минусе дегенде бәрі өтеді. Бүкіл адам өтеді. Или содан шығып плюсқа өтеді, немесе сол минуста қалады. Сол сияқты ол минустың бәрін кештік қой. Бірақ мен бір көпті көрген апа сияқты айтып отырмын. Жоқ, енді көпті жасағаннан емес, көпті көргеннен сұра дейді ғой. Бәлкім сіздің бэкграундыңызда 50-ге дейін көрген дүниені көрген шығарсыз дегенде ғой. Мүмкін түсінген шығармын. Ата әженің баласымын ғой. Бір жағынан мүмкін сол да әсер еткен шығар. Кемпір шалдың баласы боласың. Ішіңде бір әже отырады ғой. Деп бар ғой. Сол мен айтқым келетіні сол в минусе бәрібір боламыз. Бір кез келген уақытта. Ол керісінше өсіретін сияқты, былай қарап тұрсаң біздің өміріміздегі травмаларымызда жаңағыдай қап деп алатын триггерларымыз дейді ғой қазіргі терминдік тілмен айтқан кезде, бала кезімізде болмай қалған дүниелерде, кейбір бір жаман мінездерімізде бізді осы өмірге тек өсіру үшін алып келген сияқты. Жаңа айтып жатырмыз ғой, сатудан ұяламыз деп, жаңа кадрдан тыс. Шынымен де ғой, сол мүмкін солай сатпағанда, бала кезімде мен жаңа алманы көшеде сатпағанымда, базарға әкем шығартып маған жүгері сатқызбағанда, сіз жарайсыз. Мен сізге үлкен респект. Сол кішкентай кезімізде еңбектің дәмін көрмегенде, мүмкін қазір ақшаның қалай келетінін білмес педік, мүмкін қазір осы бизнесқа келмес педік деген сияқты. Өміріміздегі біз ұялатын кейде травмалардың өзі бізді өсіреді да, егер сен соны қабылдап жұмыс істей алсаң. Расымен де. Бір сөз кетіп жатырмыз ғой. Сіз үшін махаббат деген не? Мәссаған. Өйткені махаббат жайлы әніңіз шығыпты жақында. Сенің жаныңда деп аталады, Ол жерде еркіндік те махаббат та бар. Махаббат деген менің түсінігімде сол сана биігінде жолыққан адам. Жалпы айтады ғой, не деп? Влечение ума деген сөз бар ғой, білесіз бе? Ақыл не істесе, ол жаңағы сыйластықты тудырады. Влечение ума — уважение, влечение тела — страсть, влечение души или сердца не дейді? Дружба дейді да. Осы үшеуі де болғанда
ақылыңда, душаңда, ақылыңда, жан дүниеңде, тәніңде бір гармонияда болғанда бір адаммен, мүмкін бұл не шығар, андай энергиялық тұрғыда шығар деп ойлаймын. Біз оны түсіндіре алмаймыз. Ал ол нәрсені негізінде енді Мұхтар айтып кеткен. Сана биігінде жолы. Сенің идеяңды қолдап тұрса, оныкін түсініп, давай сен қолыңа қай жерінде мынаны былай істеу керек сияқты бір команда болса, енді ол жан жақты қырынан айтуға болады. Ең бастысы ең басты нәрсе достық, қабылдау. Команда болу керек, сыйластық. Жұбайың досың бола ма дейді. Міне бұл басты мәселе. Ол сен бірге тұрдың, жұбайлар бар, әңгімесі таусылған, ал махаббат таусылмайтын әңгіме дейді. Ол нәрсені келесі әнімде осы бір сөзді қосқан болатын. Спойлер. Шынымен де әңгімесі таусылғандар бар, дос бола алмайтындар бар. Тек қана тұрмыс тіршілікпен холодильникті жөндеу керек, светті алу керек деген нәрсемен қалғандар бар. Сырласып, дос болып, бірге команда болып өмір сүріп жатқандар бар. Сол үшін бірінші кезекте қабылдау, ешқандай претензия айтпау. Сен мынандай болсаң ғана мен сені жақсы көрем деп емес, қандай болсаң да сен сүйіктісің, лайықсың. Адам өзі қабылдау, барлық нәрсені қабылдайтын адам ғана біреуді қабылдайды. Өзін қабылдаған адам ғана біреуді қабылдайды. Өзін толықтай минустармен, плюстармен өзін сүйе білген адам ғана біреуді сүйе алады. Сол үшін мен қазір психологиялық саналы адамның махаббаты туралы айтып жатқан шығармын. Өзімнің ұмтылатын, өзім қалайтын, мүмкін. Жалпы өзімнің ойымды сұрадыңыз ғой. Өзімнің ойым жалпы солай. Толық қабылдап, дос бола алу, команда бола алу. Біз біргеміз. Бір-бірімізді түзету емес, біргеміз, біз әлемді түзетеміз деп бар ғой. Бір-біріңмен алыспай деші, кішкене алыспай. Бір-бірімен алыспай, сен менімен алыспай берген. Ана жақ түзетейік кеттік. Балаларымыздың болашағына салайық деген сияқты. Күшті. Құдай қаласа өзіңіздің сондай бір өзіңіз қалағандай сана биігіндегі жолдасыңызды табуына тілектеспін. Негізі қыздар 22 жаста тұрмысқа шығу керек, оқу бітірдің, күйеуге тию керек деген дүние қазір бір қалып жатқан сияқты. Шынымен де сен дайынсың ба? Осы дүние маңызды. Сол кезде дұрыс адам жолығады. Өзің де оңды солың танығаннан кейін өзіңді танып, өз қалауыңды біліп, айтар сөзіңді, орныңды білген кезде сол нәрсені сыйлайтын ата-ене де табылады. Сондай жанұя да табылады, және ана болуға да қатысты мен соны айтар едім. Шынымен де былай жаңа айтып жатыр ғой 48-дегі профессор. Мен де осы уақытқа дейін қанша баланы көрем ғой, бір еміренбейтінмін. Міне осы бір жылдың көлемінде шығар, қазір енді прямадай айтады ғой, көкірегінен сөйт шығып кете жаздайды. Жақсы көріп, баланы жақсы көріп, ту шіркін-ай дейсің ғой. Міне сол сезім келгенде екен да. Тұрмысқа шығу болсын, бала болсын, біз боп, сіз боп сондай қоғамды құрып жатқанымызға қуанам. Мен құрбыларым көп, мысалы былтыр бір құрбым тұрмысқа шықты күзде, 31-32 жасында. Керемет өзінің жарын тапты. Ол әрдайым айтатын, өзімнен үлкен, бірақ үйленбеген, осындай интеллигентный деп детально жазады ғой. Сондай адам табам деп табылды. Күшті. Қуаныштым. Өзінің орнына бара қалды да. Шетелде оқыған, Польшада деген сияқты сондай көзі ашық, білім алып жүрген қыздарымыз ешқайда асыққан жоқ. 20 жасында тұрмысқа шығып, ажырасып отырғаннан гөрі, баланың өзіңнің тағдырыңа қиянат жасап, уақытында сабақ дене сәтімен дейді ғой. Өзің сәтімен, өзің жар-жарыңды, жан-жарыңды кездестіргенге не жетсін. Жалпы мен сол ата-аналарға айтқым келетіні, асықтырмау керек. Мысалы, қашан бақытыңды тапсаң деген нәрсе, ал бақытымды таптым деп бақытсыз болып шығу да мүмкін ғой. Мүмкін. Бақытты болуды бірінші өзі үйренсін, сосын екі еселенсін. Рас. Солай болған күшті ғой? Әдемі. Барып, мен бақыттым болу керексің, мен бақытты боласың дейді, сен маған сөйтуің керексің ғой, негізі сен бүйтуің керексің ғой. Бітпейтін претензиядан, содан кейін ана кішкентай қыздың көз алдындағы розовый мынандай несі? Күлгін көзілдірігі. Құлайды, сынады бәрі. Мен бүйтіп қараймын ғой, өзім 22 жасымда тұрмысқа шығып кеттім да, 22 жас 7 ай деп қойыншы. 23 кетті, жолдасым 21-де болды да. Сонда неге шығып? Сізден кішкентай. Неғып шығып кетті десем,
неге тұрмысқа тез шығып кеттің десем, сол анамның жаңағы сөзі екен. 4-ші курсқа келе жатқанда не болды, барма деп. Әйтпесе мен өзім ойлайтынмын ғой 27-ге дейін тұрмысқа шықпаймын деп. Сол мамаға айтамын ғой, мама сіз салдыңыз сол дәнді, анаң салып тұрғаннан кейін солай ойлай бастайсың деп. Мен айтамын да, қуанам қайта, күйеуім сондай қанатымды қимайтын, аялайтын, алға қарай жылжы дейтін жан болып шыққанына қуанамын. Керемет, сіз үшін қуаныштымын. Ондай болмағанда қалай болар еді деген сияқты. Сондықтан көп аналардың құлағына алтын сырға ондайлар көп. Асықтырмаңыздар қыздарды. Ана не тренд болып кетті ғой. Арам ой салмаңыздар. Жарығыңды сөндіріп алмасам екен деген. Сол сияқты. Жарығыңызды сөндірмей, сізді осылай ұстап, осылай сізді қыспай, керемет күйіңізде. Шық, дамы, өз дейтін сондай жан әрбіріңізге жолықсын дегім келеді. Сосын мынау қазір жігіттердің бәрін жамандап кетті ғой. Жақсы жігіттер көп. Сондай ма десе, мен білмеймін. Негізі мен ештеңе білмеймін ол жағынан деп. Шынымен негізі байқасаңыздар әлеуметтік желіде де жігіттерді жерден салып жатады. Как будто фокустың бәрі қазақтың жігіттерінің бәрі жаман деген дүниеге кетіп қалған сияқты. Мына қазір Жансая өзінің жаңағы жолдасын айтып көрсетіп жатыр, жақсы жігіттер бар екен. Сабиркен айтып жатыр, жігіт күйеуінің green flag екенін деген сияқты. Сондай, мысалы мен өзімнің жолдасымды айта аламын да, бірақ көп айтпаймын деп ше. Грип дегенде, green flag десеңші. Сол сияқты негізі дамып жүрген, саналы, интеллигентный өте көп. Сондай жігіттерімізді насихаттасақ. Тек біз білесіз ба, әйтпесе қыздарымызды қорқытып алдық. Адамның жанын, адам жалпы негативке құмар ғой. Байқайсыз ба, біз жаңалық оқыған кезде негатив болса бірден оқып кетеміз. Адам ана бір эмоция алу керек та. Сол сияқты мына негативті сценарийлер, мына күйеуі жаңағыдай ұру немесе осындай тез таралып кетеді да. Ал жақсы нәрселер көлеңкесінде қалып қояды, өкінішке орай. Сол себепті жақсыдан үміт үзбеуді сіз айтып жүріңіз, күйеуіңіз көрсетіп жүріңіз де. Қайта қарайық десеңіз. Қарайық. Негізі жаңа айтып жатырсыз, адамның басының мынау миының жоғарғы бөліктерінде орналасқан екен. Қорқыныш, ашу, ыза, негатив. Оған секунд та керек емес, бірден шыға керек. Ал пайым, парасат, сабыр деген дүние сол мидың тереңгі қабаттарында, оған ойлану керек дейді. Іздену керек дейді. Сондықтан да сол бір нәрсеге бейімділігіміз бар. Сіз андай әңгімелесіп доссыз ба жолдасыңызбен? Біз доспыз, біз командамыз. Расымен де, бір-біріңізді түзету емес, минустарымызбен қабылдай отырып, сол минуспен жұмыс жасауға тырысамыз. Расымен де. Кейде болады мынандай бір нәрселеріміз ұнамай жатса, мынандай резинка қадап қоямыз, соны тартамыз. Әркім өзінікін. Енді максимум жұмыс жасау ғой, өз-өзімізбен ше. Ол қалай сонда? Мәселен бір әдетің ұнамаса, сол әдетті қайталап қойсаң, жаңағыдай миға сигнал ретінде, жаңағыдай кім сол қателікті жасады, өзі былай нені тартады. Тарс еткізеді да, миыңа жетеді да. Өзгеру керек, жасау керек деген сияқты. Ана қарым-қатынаспен жұмыс қой, бұл работа над отношениями. Өте үлкен. Негізі ойлайды ғой, бір керемет, мына тамаша, мына жандар деген сияқты. Шындығында оның артында қаншама жүйкенің жұқаруы, біраз көз жас, бірге қалам, бірге өсем деген даму жатады шындығында. Сосын бір жақты ғана өзгеру, ол жанұяны ұстамайды өкінішке орай. Енді тұрмысқа шыққан кезде Жанерке маған айт енді деп біз өзімізде әйтеуір ілініп салынып, бірақ әрине ілініп салынып әйтеуір адам болып келе жатырмыз. Бірақ дей тұрғанмен шынымен сондай жанұя болсаң, ол жаңағы стресстан да жоғары дүние екен да. Онсыз да сосын махаббат қалып келеді. Керемет. Сондықтан ондай жанұялар бар. Сіздер үміттеріңізді үзбеңіздер. Бастысы бар ғой негізі менің ойымша. Ана рыбак рыбака видеть издалека дейді ғой, ана подобное притягивает подобное деп. Сіз демек сол уақытта өзіңіздің менің ойымша таза ниетіңізбен, тәрбиеңізбен, мүмкін өмірге құштарлығыңызбен сондай адаммен танысып тіл табысқан боларсыз. Кез келген адам өзінің бар болмысы деңгейінде адамды жолықтырады деп ойлаймын. Ол үшін қыздар бірінші кезекте өзімен жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Себебі мысалы еңбекқорлық, қазір қыздар айтады ғой, егер мен проблемамды өзім шеше алсам, егер сен маған машина алып бере алмасаң, телефон сыйлай алмасаң, онда сен маған не үшін керексің? Шынымен осы дүние қатты қазір. Дүниеге аса назар аударады. Сонымен оқып қалам да, ол саған міндетті ма? Онда сен не үшін керексің деймін ғой? Андай, ол саған бір нәрсе, жігіт саған бір нәрсе үшін керек па? Потребительный. Потребительный.
маған андай алып бере алмасаң маған не үшін керексің, сен өзіңе өзің ала алатын болуың керексің, сен өз проблемаңды өзің шеше алатын болуың керексің, өзің қалаған арманыңды орындап қалаған еліңе бара алатын болуың керексің. Сол кезде ғана дәл сенің деңгейінде сондай керемет green flag адаммен жолғасын. Мына энергия деген алдамайды ғой. Менің ойымша біздің тәрбие, біздің мына ойымыз, біліміміз бәрі осылай бір энергияны құрайды сияқты. Мінез құлқымыз. Иә, мінезіміз энергияны құрайды, және сол энергия кімдікі ұқсас, сонымен тіл табысып кетесің. Екі түрлі болса тіл табыса алмайсың. Сол себепті мысалы айтып жатады ғой, анау негізі күшті да неудачно болған қимай мен ана қызды ана жігітке, немесе ана жігіт ана қызға дейді ғой. Менің ойымша өмір әділ да. Демек ананың ішінде бірдеңе болып тұр, дұрыс емес. Мысалы егер болашақта менің партнерімде бірдеңе болса, демек менде бір нәрсе болып тұр. Мен бір нәрсені дұрыстау керек сияқтымын. Келісем. Иә. Бірден өзімен жұмыс істеуге кірісу керек та. Мысалы сіздің жаңа ілініп салынып болса да сіз мойындап тұрсыз да, өзіңмен жұмыс істеу керек. Өзіңмен жұмыс істеу өте көп. Ол кризисный кезеңдер болады. Асып-тасып гармониямен шалқитын кездер болады. Сосын андай календар арнаймыз. Кәдімгідей жасылмен белгілейміз. Біздің ренжіспеген күндеріміз деп. Вау. Ренжіскен күндері қызыл деген сияқты бар ғой. Өйткені ол қызыл күндер сенің нервіңді өлтіреді, сенің ол сезіміңді өлтіреді деген сияқты ғой. Сенің уақытыңды өлтіреді, мақсатқа жетем деген сенің фокусыңды алады деген. Әрине. Адам мысалы менің ойымша мысалы карьера мен семьяны салыстырып қойды ғой адамдар, қайсысын таңдайсың деген. Таңдауға келмейді ғой негізі екеуі. Екеуі де бір толыққанды адамның бір болмысын толықтырады. Сол себепті бірақ менің ойымша егер семьяңда быт-шыт болып жатсаң, карьераны ойлауға да шамаң жоқ, быт-шытың болып, ешқандай да зауқың болмай минусқа кетесің деп ойлаймын. Сол себепті сіздің стратегияңыз күшті екен. Календар белгілеп қойып, жасылмен белгілеп отырасың ше. Демек мына кезде мен ешқандай жетістікке жеткен жоқ, сенмен ғана ұрыстым күн бойы деген тема ғой. Рас қой. Негізі бір күн ұрыс, қазақта айтады 40 күн берекені алады деп. Ол рас. Күшті сөз екен. Ол рас, иә. Сондықтан да біздің қазақ өзі дана айтып кеткен ғой көп дүниені ше. Даланың даналары ғой деп па. Біз күштіміз негізі. Бүгін жаман мақтанып отырмыз. Сондай бір әдемі ашылу. Жаңа қырыңыздан маған ашылып жатсыз. Қуаныштымын. Мөлдір жаңа әніңізге тоқталсақ, шығармашылық сенің жаныңда деген ән. Авторлық әніңіз пайда болды. Шықты. Бет алысы қалай? Еркіндік, махаббат бар. Жақсы хабар бар ма деп. Сіз айттыңыз ғой сезіммен шығады. Бетінші. Что-там күйеу бала ма? Кім? Деп сондай әңгімеге көшіп кеткен деймін. Жалпы қайдан шықты ол ән деп па? Енді бұл әннің тарихы демей ақ қояйын. Жалпы бұл негізі бұл әнді ең бірінші айтқанда мен шалқағам. Өйткені ән қарап тұрсаңыз өте бір мажорный ән, андай көңілді, сенің жаныңда. Негізі ол өте үлкен менің ішімдегі жұмыстармен келген нәрсе болды да, бүкіл жолымнан өткен қиындықтарды жаздым. Ол өзін қабылдамаудан өткен қыздың әні ғой. Негізі непринятие. Анда барасың, сен мұндай болуың керексің. Мұнда барасың, сен андай болуың керексің. Жұмысқа барасың, білесің бе, сен көзге қатты түсесің. Сен энергетикаң жоғары, сен әдемісің, сен қатты боянуға болмайды, сен ер адамдардың бәрін өзіне қаратасың деген. Сосын мен өзімді басқан сәттер болды. Қойшы құрсын, ешкім көзіне түспей қояйыншы деп түңілген сәтім болды. Одан кейін тағы да барасың, сен мындайсың, мындай болуың керексің ғой дейді. Анда барасың, мындайсың. Соның бәріне шаршап кеткем ғой. Психологпен де жұмыс жасағанмын жоқ, өзіммен көп жұмыс жасаймын. Әрбір сезімдерін ұстап аламын. Так, мен неге былай сезініп тұрмын, дұрыс емес. Күшті ғой сол. Иә. Менде триггер болып тұр. Не үшін адам менің эмоциямды басқарып жатыр? Неге ашуландырып жатыр? Неге мен ашулануым керек? Иә. Негізі былай, кез келген сәтте мен сөйтем, тоже сондай. Провокацияға шақырып тұрса, резко сыртынан шығып кетем, как будто. Просто қараймын. Ашулану энергиясына стоит па, не стоит? Не стоит. Хорошо. Сақта тегіле, оны да нервтарыңды сақтайсың. Иә. Сіздің айтқаныңыз. Солай ойлайсың ба? Хорошо. Солай ойлай бер деген сияқты нәрселер болады да. Жалпы сондай непринятие себя деген нәрседен шыққан ол ән.
Өйткені барлық жерде сен бір нәрсе болуың керексің. Болуың керек бар, және сен онсыз да боласың. Мысалы, жұмыста сен қатал болмасаң, бизнес жүрмейді. Жұмыс жүрмейді. Сен бәріне осылай жаңағындай требованиен болмаса, олар ешкім жұмыс істемейді, расслабиться етіп кетеді, бәрі деген сияқты нәрсе. Өзіңіз білесіз ғой. Енді мен табиғат негізі осындай екен, жұмыс істейтіп отыра алмайсың. Ол бар, ол табиғи адамның болмысы әртүрлі жерде әрқалай ашылады. Және ол екіжүзділік емес. Иә, екіжүзділік емес, ол әртүрлі. Және еріксіз керектер бар. Енді кішкентай кезімнен мен мындай өмірді екі сүріп тастағанмын ба, бір нәрсе анда барып, мында барып, үлгере алмай өліп қалатын адам ұқсап бар ғой. Таңертең сабаққа бесплатный стажировкаларға кіріп алғам ғой. Бұрын журналистпін ғой. Қазақ радиосы бесплатно жүрейінші, барам, жазам, бір бағдарламам бар, соны жүргізем мәз болып. Сосын анда барам, мында барам. Сон бәрін естеп салғаннан кейін, уақыт өте келе, анда барсаң мындай болуың керек, мында барсаң андай бол. Мен болуым келмейді ондай деген ой келді. Бірақ ең нәрсе сенің жаныңда деген, тек мен сол болашақ жарыма арналған ән, тек сенің жаныңда ештеңе ойламай, уайымдамай, қалай бар солай жүрейін, еркелеп жай. Құдай қаласа. Иә, аумин. Анда барсан мында, мында барсан мында. Мысалы, мінсіз болу емес арман дейді, екінші шумағында. Шындықты сүйеді жалған. Идеальны болмай қойық, шын болайық қышы. Шындықты сүйеді жалған. Жалған деген өмір деген мағынада. Сынамай тілдескен кезде, салыстырмай күн кешкенде шынайы бақыт күтеді алдан. Ән сондай жеңіл болса да, сөздері сондай салмақты. Өйткені, мына қыз мынандай екен, мына жігіт мынандай екен, қазіргі қыздардың мынандай сөздері ғой. Жұмыс қандай екен, қанша ақша табады екен, или бүйтіп сынап қараған кезде, сенің бар болмысың ішіңдегі табиғатың ашылмайтын сияқты. Жабылып қаласың. Мен өзім сондай. Маған біреу сынаса бітті, мен кірпі сияқты, ежик болып жауып қалған болды. Болмайтын әңгіме айтып қайтам, сосын. Су сылдыр, су айтып қайтам. Өзіме айтқанымды білмеймін, сөйтіп қайтам. Бірақ болмысым ашылмайды. Сондай нәрсе жаздым. Бірінші куплетінде жаңағындай не болды ғой? Өзімді жақсы білем, өзгеше өмір сүрем. Бітпейтін талапқа күнде сай болғым келмейді мүлде. Есепсіз сеніп, өзім болып жүрем. Ән осылай да, сенің жаныңда ештеңе ойламай. Бірінші куплетінде қойып тастайтын қыздар болады ғой. Денемнен бүйтіп өтті ғой, тұз энергия. Мен қуанып тұрмын. Өте қуаныштымын. Көп қыздың мынау дерті деп ойлаймын. Мен өзімде бір соңғы 1 жыл болды. Осы жақсы қыз деген рөлден шыққаныма. Ешкімге ыңғайлы болмаймын деп. Иә. Ол жайлы моноподкастта шыққан болатын. Күшті. Көріп тұрмын да. Көп қазақтың болы ғой сол. Сіз өзіңізді көріп тұрсыз әннен, иә? Көріп тұрып, бұрынғы Жанеркені көрдім. Сондай. Қазір енді қалай бар солай деген сияқты. Денемен жұмыс жасап, ол өмір өзінің жемісін беріп жатыр да, бірақ оған да бүйтіп үлкен бір қиындықтармен келдім ше. Ол бүкіл қазақтың қыздарының боле деп ойлаймын. 99% айтамын. Бұлай ең қиын нәрсе сол қыздар өзін танымастан шешімдер қабылдап, кейін өкініп кетіп жатады. Мүмкін ол әркімнің тағдырда шығар. Сол жолдан өту керек шығар. Бірақ мен Алла тағалаға сондай шүкір айтам. Қатты қиындықпен емес, өзімнің жеке қиындықтар, жаңағындай Құдай сақтасын, өмірлік жар таңдаудан қателестіріп, ондай емес, өмірлік жарыма барар жолымда осыны түсінгеніме шүкір деп айтам да. Миын жемеймін болды. Бұрынғы мөлдір болса, сен маған бүйтіп, сен бүйтуің керек, сөйтуің керек, бітпейтін еді ол кішкентай, инфантильный кішкентай мөлдір болса. Сен негізі бүйтуің керек, сен сөйтуің керек деген претензия бітпейді ғой ол. Ал қазір уже ересек, кел сөйлесейік дегендей, жасқа келген, жас демей-ақ қояйын, енді осознанностьқа келген кезде рахат өмір сүресің. Сүріп жатырмын, шүкір. Ішкі тыныштықпен. Ішкі тыныштықпен. Ән жалпы солай болды. Және бұл әнді таралса деген қатты арманым болған, бірақ бағана айтып жатырмыз ғой, сата алмаймын. Маркетологпын, бірақ өз затымды сата алмаймын. Әнімді тағы да салайын. Сату керек. Меніңше уже сатып тастадыңыз мына жерде.
подкастта отырып әрбір тыңдаған қыз YouTube арнасына кіріп Мөлдір ханымның осы бір тамаша әнін тыңдаңыздар, өздеріңіздің рилстарыңызға қолдаңыздар, тиктокқа шығарыңыздар дегім келеді. Қолдайық, бір-бірімізді қолдайық та. Рахмет көп. Негізі қазір бар ғой мынау қыздарда бір-бірімізді бүйтіп көре алмай қызғанып, ондай заман емес. Қазір қолдан келсе қолдау керек жаныңдағы адамды. Біреудің сен тағын тартып алсаң да бағын тартып алмайсың. Жаңағыдай Жарқындайдың сөзі бар еді, менмін, сен сенсің деп. Әркім өзінің орнында қалады. Тек бізге керегі қолдау. Сен қолдасаң, өзге жанды айтсаң, сатсаң, өзіңде жолың ашыла береді. Сондай бір қыздардың бір әдемі онлайн комьюнитиіміз ғой біз осы подкастта. Қыздар давайте Мөлдір ханымды қолдайық. Рахмет. Белгілейік сосын ән тыңдап. Рахмет көп, бұйыртса. Ән сондай, жалпы. Екеуміз сондай, мен өте қуаныштымын сізбен жақын танысқаныма. Өйткені деген шынымен де қыздардың қолдауы. Ол білесіз бе, мынандай нәрсе бар екен энергиялық тұрғыда. Қыздардан энергия алады. Ұлдардан аламайды, ұлдар қыздардан алады. Энергияның көз қыздар екен тек. Қыздар ұлдардан ала алмайды. Тек ұлдар қыздардан алады, жігіттер әйелдерден алады. Біз берушіміз десең. Біз энергия берушіміз. Энергияны алып, олар өздерінің жаңағы нелеріне энергия жинап, істерін, миссияларын, жұмыстарын істейді. Жай жанында болудың өзі энергия сыйлайды ғой негізі адамға. Қыздарға ұлдар энергия бере алмайды екен. Қыздар қыздарға береді. Шынымен негізі өмірімде қатты байқаймын ғой. Өмірім бәрі қыздармен байланысты. Қыздар университеті, IT-ға түсіп тұрсам да сол жаққа кеттім дегендей. И мына өмірдегі барлық бастамама қыздардың қолдау сенімімен екен. Қолыңнан келеді сенің, жасашы деген бір ауыз сөз ғой. Болды ғой, сен қанатпен ұшасың ғой. Осындай адамдарды жолықтырған менің ойымша сіз өзіңіз сондай болғандықтан шығар. Мен ұялып жатырмын деп. Жоқ, шын, шүкір менің де айналамда сондай. Шүкір. Өте жақсы қыздар, ұлттар, мен өзім группаластарым, мұғалімдерім, өмір жолымда өте жақсы адамдар. Бірақ жаңағы жаман сценарий болып жататындарды да кейде ойлаймын ғой. Өмір біз сияқты, біз ойлағандай бола берсе, жақсы адамдардан мына қылмыстың бәрі неге болып жатыр деп ше. Сонда адам не істеу керек? Олардың маңайында сондай болу үшін деймін да. Қызық, Өзімен өзін жұмыс екен ғой. Мен өзі жақында бір қызбен танысқам. Ұлты орыс, СДУ бітірген журналист. Қазақша күшті сөйлейді. Алина деген қазір өзінің жеке брендін дамытып жатыр. Балалар үйінде тәрбиеленген, өте тағдыры қиын қыз. Сондай бірақ позитив, сондай бір өмірге құштар. Сол үшін мен қараймын да, адам просто өзінің өмірін сүйсе, өзімен жұмыс істесе болды сияқты. Түрікте бір сөз бар, hayatın tadını çıkarmak lazım деген ше. Өмірдің дәмін шығарып өмір сүру керек. Сөлін сығып. Күшті айттыңыз, сөлін сығып өмір сүру керек. Андай, қандай мүмкіндік бар. Ана жерде анаумен танысып, мынандай проект жасасан, давай көрейік ана проект. Ол убыток болса, ладно, жүр басқасын істейміз. Күшті ғой. Мен айтамын, мен баяғыда кішкентай кезімде, мен таңғаламыз студент бітірген кезімде 2,5 миллион, бірақ ол кезде 2,5 миллион табу деген өте көп ақша ғой. Бірдеңе істеймін деп. Сондай сәттерім болған. Ата-анама айтпай жылап, ойбай, не істеймін енді деп. Мен айтам, сол уақыттан өткен, қандай мықты едім деймін ғой. Сол кезде 3-4 проект алып алған ғой, мен ақшаны табуым керек деп. Қарызға кіріп кеттім, не істеймін? Ешкім білмейді. Өзім вроде хрупкая. Не істеймін? Өмір өзі солай әкеліп үйретеді екен. Сәл жинатады. Ана барлық нәрседен өткен кезде ғана сен соны түсінесің. Бастысы көру керек. Ол сабақ, ол тәжірибе. Келесте сен оны істемейсің, келестен басқаша қимылдайсың. Бірақ мен жаңа қыздарды айтып жатырмыз, қыздарға айтқым келеді да, барлық нәрсе тек өзіңнің қолыңмен жасалады. Ешкім аспаннан сіздерге бір чудоны әкеле салмайды дегім келеді. Өйткені мен бұрын, енді мен көп конкурсқа қатыстым. 3-ші сынып, 4-ші сыныптан бастап абай оқуларына қатысып, бізден семейде абай оқулары бар ғой. Абайдың әндерінен. Сөйтіп қатысып, топ жарған қазақ аруына қатыстым. Қатыспаған қазақ аруына да қатыстым. 2018 жыл. Ол кездерде кастингтан өтіп
3000 қыздың арасынан сондай сәттер болды, топ жарған деген болды, қатыстым. Барлық жердегі менің ойым продюсермен жұмыс істеу болыпты. Бір продюсер мені байқап қалса, мен онымен жұмыс жасасам, мен ары қарай өнер жолын жалғастырам деген. Әр сәтте сондай болған екен. Бірақ ол менің ойымша іс-әрекет жасадым, бірақ бәрібір бір чудоны күтумен жүрген екенмін да. Ал дәл қазір бәрі өз қолымен жасалып жатыр. Өз қолымен аударам, өз қолымен студияға жазам, өзім видеосын түсірем, монтаж, киім, макияж, прическа, локация жазам. Өзіме продюсер, өзім жасаймын бәрін. Және осы уақытта мен түсіндім. Осы кейін түсіндім. Чудоны күтпеу керек. Өзің қолмен аласың, кірсесің, надан кейін мынаны істеймін, надан кейін мында барам, мынамен келісем, осылай қалай істейміз, болды. Солай. Өзің сияқты. Баланы еңбекқорлыққа мен кішкентай кезімнен жұмыс істемедім, бала кезден. Тек қана ән айтып, концертте ақша тапқаным болмаса, жалпы ән айтқаннан ақша алатынмын. Концерт болғанда, жаңағындай несегенде. Бірақ кәдімгі өз қолыммен істеп бүйтіп деген көрмедім. Өз қолмен жасаған нәрсені сату деген нәрселерді. Содан кейін мен оны кейін түсіндім. Ал кішкентай кезден баланы сондай еңбекке бауласа, сен өз қолмен жасаған нәрсені қана сатасың. Или өзің жетесің бәріне, күтпе аспаннан ештеңе. Бақ деген нәрсе ол біреу жаңағы бақ дейді ғой, кейбіреу келе салады, кете салады. Ол болуы да мүмкін, бірақ өте тұрақсыз. Бір мезетте, бір ғана кішкентай промежутокта болуы мүмкін, бірақ ол сенің арман. Баққа бабыңда сай болу керек. Дұрыс айтасыз. Ол жерге сен іштей дайын болмасаң, ол кетеді де қалады бір уақытта. Ал іштей дайын болған уақытта не болса ол болсын, мен бәрібір қалағанымды жасаймын деп жүресің, болды. Сол үшін қыздарға өздеріңізді қолға алыңыздар, мықты болудан қорықпаңыздар деп айтқым келеді. Өйткені мықты болу дегенді қалай айтсам болады? Мықты дегені күресіп бүйтіп не істеу емес қой, жауға шабу емес. Тек өзін танып, өзін жағын зерттеп дегендей. Өз нәпсіңді жеңіп, өз арманды өзің қолмен жасап. Жаңа сіз айтпақшы, бабын сәйкес келу керек. Бабынды жасап жүріп, өзіңнің бағыңды бір күтесің. Бір сәті кеп қалады, сол кезде жарасыз қой. Әдемі. Сол үшін қыздар дамиықшы. Менің айтқым келетін, өйткені бір білімді ұл, бір білімді отбасы дейді. Бір білімді қыз, бір білімді ұлт. Қыз ол ұлттың білімі, білім ұлттың тәрбиесі. Сол үшін қыздардың қолында көп нәрсе бар негізінде. Біз өзімізді тек танымаймыз. Негізінде бағаламаймыз. Нелер барды, мен соны қызығып жүрмін соңғы уақытта. Клеопатра деген, Цезарьдің өзін бүйтіп ұстаған Клеопатра. Мә, қызық қалай ол деп, маған қызық қой. Әлі білмеймін оны зерттеген жоқпын. Алланың әйелді қандай күшті жаратылыс қылып шығарған, жан жақты қырымыз бар ғой. Қай жерін ашасың? Сол ғой. Қай каналын деген сияқты. Сол ғой. Сол мен сізге қарап, сол неңізге, еңбекқорлығыңызға ризамын. Негізі мен сізді былайынан қарап шығып тұрасыз ғой. Сол кездерде шынайылығыңыз бәрі сондай бір көрініп тұрады. Товар сатыватам ба? Сол маған өтіп кетеді, мен күшті сатады деп ойлап қалып, өзіме бір копилка жасалып, соны сата алмай ұяладым. Сатыңыз енді, ұялмаңыз. Жаңағы не үшін ұялам дегенге мән беріңізші. Шынымен де көру керексің. Мен маркетинг біреудікін айтқан кезде, білесің ба, оның күшті деп тұрып бар ғой. Өзімдікін мен де сондай болатынмын. Сол жаңағы қыздарға да айта салайық, мүмкін көмектесіп қалар. Не үшін сатам деп ойланған кезімде сатудан ұяламын да. Негізі білесіз ба, екі түрлі адам сатудан ұялады дейді. Біріншісі тым тәкаппар адам, немесе екіншісі өзін тым бейшара сезінетін адам. Мен екіншісінде болдым. Мен өзімді тым бейшара сезінетін, мынаны алшы деп айтсам, бітті, біреудікін күшті сатып берем. Сосын ойланам ғой, не үшін мен ұялам, не үшін мен бейшара сезінем дегенде, сол 3-4 сыныпта ауылда біздің бақшамыз үлкен болды, алма ағашы. Жазда көп піседі. Енді анау шіріп кетпеу керек қой, дәмді ағаш. Арыс пен Шымкенттің жолының бойында әкем шығарып қояды алмаға. Алманы шелектермен сатуға. Сол ананы сатқаннан ұялам ғой, құдай. Машинамен жолда өткендер тоқтайды ғой. Бетім суы, бес сөгіліп, құдай-ай, мен мектепте отличницамын ғой, класстастарым көріп қоймаса екен деп бар ғой. Қатты өзімді бейшара сезінетінмін ше, кәдімгідей ұялып. Соны қазір ойлансам, сосын мені әкем базарға шығып жаңағы кукуруз сатқызған екен. Кукуруз егіп ше. Оны тіпті ол кезеңнен ұялғаным соншалық, оны миымнан өшіріп тастаған ғой. Жаңа қайнатам айтады, сен сөйтіп базарда жүгері сатыпсың ғой деген кезде мен қашан?
есімде жоқ мен деймін ғой. Сол ұялғаннан өшіріп тастағам. Кейін барып ойланам да, Жанерке, сен бұл сатумен бала кезінде бір жаз сатқаннан кейін сатпай қойдым мен. Шықпаймын дедім да, алманы тасып беріп тұрамын деп. Бірақ соның өзі маған үлкен травма қалдырды. Сосын ойланам ғой, Жанерке, сен есейген кезде ұялмау керексің. Сен бұл дүниемен керісінше ата-анаңа кезінде көмектестің. Екіншіден, бір жазда 300 мың табатынсың, мектебінің киімін таптың. Әке шешең сені барды жоқты білсін деп әдейі жасатты. Еңбек. Жерге қарап отқан жанұядан шыққан жоқпыз, бірақ еңбекке солай баулитын. Көр, біл, бар жоқты деп әрдайым демей бар ғой. Соны қазір түсінесің да, сол нәрсені қабылдап, ата-анама алғыспен жіберген кезде, ой, сатуды қатыратын болдық қой. Молодец. Сол жағын көріңізші сіз деп тұрмын да. Мүмкін бір өзіңіз өшіріп тастаған, мен сияқты өшіріп тастаған кездің ішінде болуы да мүмкін. Сатумен мен бетпе-бет келмеппін өмірімде. Мүлде. Жаңа копилкаңызды сатып көріңіз. Өмірдің бәрін сату. Өзің қызметіңді де сатасың. Өзіңнің әніңді де сату мүмкін. Мына подкастты қазір осылай сатып жатыр деген сияқты. Мен тәкаппарлықтан болар сол біріншіге шығар. Өйткені бар ғой. Мен ойлаймын, мен өзім айтайын, быть простым дейді, не дейді? Сложнее сложности дейді. Негізі қарапайым бол. Мен өзімде енді қарапайымдылық деген енді андай емес қой. Өзіңмен өзің болу деген сөз ғой негізінде. Өзіңмен өзің бола алсаң, сен қарапайым адам бола аласың дегендей. Ал тәкаппарлық жаңағындай ұялу білмеймін қайдан келетін. Демек менде болып тұр ғой ол нәрсе. Бір нәрсе бар да, онымен не үшін деп жұмыс жасай берсеңіз шығады. Демек болып тұр ғой. Бірақ жақсы сөз бар ғой. Қарапайым бол, бірақ қарабайыр болма деп. Қарабайыр болып кетпесек болды да біз. Қарапайымдылықты сақтайық. Қарапайыр бөлек, қарабайыр бөлек енді. Ол бір мүмкін надандық шығар ол. Мүмкін әркімнің түсінігінде әртүрлі. Жаңа қазақ тілінен келеді ғой сол. Қазақ тілінен қарабайыр тіл сияқты елестейді ғой адамдарға. Көрдіңіз бе? Тек қана базарда сөйлейтін сияқты, тек қана дөрекі боқтап сөйлейтін сияқты елестейді. Мысалы, тілге кетіп қалдым ба? Адамдар мысалы қазақша сойлы деп жазып жібереді ғой. Андай өте қарабайыр, боқтап сөйлеп, сондай ой деп сөйлейтін бір интонациялар. Негізінде әдемі сөйлесең өте әдемі ғой. Француздардың тілі сияқты, бояумен. Кете берейік па сол темаға деп. Осы жерден тоқтаймыз ау деймін. Таң қалғаным сол, андай адамдар агрессивті түрде навязываться етеді да, сондай нәрсені. Қарабайыр қылып көрсетеді. Жаңағы неден қарапайым негізі просто жай бір нәрсе айта салайыншы, бір қызбен сөйлесіп қалдық, өте орыс тілді да, құрбым қазақша онша сөйлей алмайды, бірақ анасы айтады екен, интеллигент болу керек, қазақша сөйлеме, орысша араластырмашы қазақша. Сонымен сөйтіп айтады екен, сонымен қарасам қазақ интеллигенциясы сонда не істеген деп ойлаймын да. Қазақ сонда интеллигент тіл емес па деген сияқты ғой. Оны қалыптастыратын біз енді. Сол сияқты қарабайыр етіп ойды осылай басқаратын болсақ, қарабайыр ма, әлде жақсы қарапайым ба деп жаңа сіз айтпақшы басқаратын болсақ, негізі шығаруға болады. Жеткізе алатын сияқты. Сіз жаңа айттыңыз, СЗУ-да журналистиканы бітірген деп. Енді менікі емес деп өнерге кеттіңіз, қазір маркетингта жүрсіз. Жалпы журналистиканы оқитын адамдар көп та, қызығады мектеп кезінен. Бірақ өкінішке орай кейін жұмысы көп, айлығы аз деген сияқты бағаланбайды. Жеген жантақ деп жатады ғой, көтерген алтын деп. Осындай тенденция кете берсе, журналистиканың болашағы не болады деп ойлайсыз? Мынау журналист сіңілілеріміз бен інілерімізге бір ой болсын. Өте күшті сұрақ. Қызықты сұрақ қойдыңыз. Журналистиканың болашағы білмеймін. Журналистика жоғалып барады ғой негізі. Жоғалып барады. Мен ChatGPT бар қазір. Журналистиканы арнайлап оқудың қажеті жоқ. Белгілі бір салада маман болсаң болды деп. Бұған қалай келсіз? Этикаларын бәрін біліп алып, бірақ мысалы бір 6 айлық курспен біліп алуға болады дейді, 1 жылдық курспен 4 жылдың арнаудың қажеті жоқ дейтін де ойлар бар. Кез келген мамандықты тереңнен меңгерген дұрыс деп есептеймін. Бірақ егер ол политикалық журналист болғысы келетін болса, политиканы оқып барып журналист болған дұрыс деп есептеймін.
негізінде ол саласына байланысты. Иә. Сөйтіп айтқым келеді. Өйткені экономикалық журналистер, таза журналистер экономикалық журналист бола алмайды, журналистика бітіргендер. Мен экономика бизнес тақырыбында жазғам кезінде. Сол себепті экономикалық бизнесті бітірген адам ғана экономикалық журналист, мықты журналист бола алады. Ол жағынан келісесіз? Ол жағынан келісемін. Бірақ та бұл исключение. Тек 2-3 салаға ғана деп ойлаймын. Себебі жалпы журналистикада, мысалы бізге, мен ойымша, мамандықты оқығаннан бұрын адам ретінде өзін танып шығу маңызды. Мысалы мен журналистикада айтпаймын, кереметтей тележурналистика бетіп шығасың деп. Біздің университетте мысалы ішкі моральды көп оқытты. Этиканы оқыту үшін бізге этично бүйту керек, сөйту керек деген жоқ ешкім. Барат айтады, Макиавеллиді оқисың. Макиавелли дегені миымызға кіріп шықпайды. Ол кім? Ол не істеген? Біз ол нәрсені түсінгеннен кейін ғана жаңа айтыру кірпішсіздер осылай қаланады. Ана білім, мына білім. Содан кейін ол этика болып сыртынан шығады, аураны құрайды. Бана энергия құрайды дедім ғой. Сол сияқты сол білімдер аураны құрайды. Және ол нәрсе адамның критикалық ойлау қабілетіне, аналитикалық ойлау қабілетіне әсер етеді. Және аналитикалық ойлау қабілеті мықты болу үшін журналистиканы оқу керек деп ойлаймын. Ол тек экономика, ол исключение. Экономика, политика деген нәрселер. Сол үшін менің пікірімше журналистиканы оқу керек деп ойлаймын. Өйткені алып қарасаңыз, әншілікті де оқымауға болады ғой. Барып вокалға қарасаңыз, кез келген мамандықты өзің оқып алсаң болады. Сол үшін ең бас нәрсе адам ретінде өзіңді танып алу. Сол адам ретінде танып алу үшін университетке түсесің, және сол мұғалімдерді таңдап, сол мамандықты оқып шығасың. Содан кейін ары қарай узкий специальность кетесің, да? Сондай. Болашағына қатысты пікіріңіз қандай? Жаңа бәрі журналистиканы тастап жатыр, кетіп жатыр әр салаға. Ол саладан пікірім, енді мен ол туралы ол жақтан алыстап кеткеннен кейін көп ойланбаппын. Жалпы кез келген тақырыпта отырып зерттей беретін әдетім бар, бірақ оған ойланбаппын. Менің ойымша енді азаятын сияқты, өйткені ChatGPT келіп жатыр. Барлық текстті қазір журналистер ChatGPT-мен жазады. Бұрын біз мысалы өзіміз жазатын едік қой. Қиналып, қанша мақала жазамыз, тексттарды. Қазір ондай емес. Қазір бұрынғыдай звезда болуға ұмтылатын адамдар да аз. Журналистика негізі менің ойымша құлдырап жатқан сияқты. Телевидениеда актуальны болмай қалды ғой. Қазір блогерлік бар. Өзі жүргізсе болды. Сол үшін дәл қазіргі сәтте журналист болам дегеннен көрі журналистикаға түсіңіздер деген келеді. Тек қана өзіңді толыққанды қалыптастырып, аналитикалық ойлау қабілетін қалыптастыру үшін. Критикалық ойлау қабілетін қалыптастыру үшін. Ал былайынан звезда болам деген нәрсе ол қазір өтпейді. Бұрынғы кезде бізде менде солай болды. Мен өзім қошеметті жақсы көрем, камераны жақсы көрем. Сол үшін мен назарды. Сол үшін да мен журналистиканы таңдадым. Жақсы көрем өйткені. Ал уақыт өте келе ол жердегі маған оңай жаңалықта отыра салуды ешкім бере салмайтынын түсіндім. Және ол жерде өте аз ақша. Ақша үшін де емес, просто қызықпаған сияқтымын негізі. Негізі жалпы ақша мені мотивациям емес екен. Түсіндім, бағана сатудан да. Бизнесмендердің мышлениесі бөлек. Олар ақшаны ғана көріп тұрады. Мен жұмыс істеймін ғой бизнесмендермен. Бизнесвумен Айгүл Қанатқызы деген бизнес ханыммен жұмыс істеген болатын. Ол кісі екеуміз бір жерге барсақ, Лондонда бірге жүрміз. Ол кісі бизнес ойлап тұрады, анадан андай ақша, мынадан мұнша деп ше. Алма ол ұнау керек. Шығармашылық. Маған ол ұнау керек. Он тұратын жері әдемі ол керек. Оны кімге сатам, қалай, не істеймін, өткіземін, қалай, ақшаны қалай көп сатамын. Оны ойламаймын ғой мен. Екеуміз екі түрлі ойланамыз да. Мен қараймын да, мен бизнес не светит қазір деймін ғой. Өйткені жай ғана мысалы копилкаларымды шабытпен жасадым. Мен мысалы көп копилка екен, ол қызық болып кетті. Копилка деген андай мен көп саяхатта шыққан жақсы көрем, және андай посадочный талондарды жинап жүрем. Және сол елдің монетасын жинап жүрем. Несін, валютасын. Мысалы Лондонға барғанда королева Елизавета кезінде бардым. Ол кісінің монеталары бар кезде бардым. Қазір уже ол жерде Чарльз тұрады.
ал ана королеванікі менде бар, а қазір уже жоқ, ешкім барса таба алмайды дегендей ғой. Ол естелік. Сондай монеталар жинап алып келем. Швейцарский франк, андай фунт, мындай мына жақтың ақшасы деп, соларды жинаймын, естелік. Настроение болмаған ашты енді аламын. Мына кезде бар, сөйтіп қарап отырамын. Ол сондай копилка ғой. Ол естелікке жинайды. Сондай ма бұл? Иә. Бұл екі бокстан тұрады. Біріншісі саяхатқа бару үшін, сапарға деп аталады. Өзім сапар деген сөз жақсы көремін. Оған сапарға деп жазылып тұрады, ақшаны алмайсың. Тек қана саяхатқа жинайсың. Ана алмайсың, сапарға деп жазылып тұрған кезде, қой, мен қыдырамын ғой деген нәрсе. Ал ана екіншісі содан келгенде билет пен монеталар мына жаққа жинайсың. Сондай шабытпен мен оны жасағанмын. Мен бүйтем, адамдар көп саяхаттайтын болады, сөйтсем, ол көп адамға керек. Жоқ, өйстіп айта берсеңіз сатылады ма? Сіздің мотивацияңыз маған осы тұрғыдан өтті. Құдай қаласа, жоқ дегенде 1000 адамға сатам деп жоспар құрыңыз енді 2026-ға. Құдай қаласа. Жаңа маркетологпын деп жатырсыз. Соңғы сұрағымыз, үлкен бір жол картасын сызған жоқсыз ғой, әншілікті бітірген жоқсыз. Өзіңіздегі бар дарындылығыңызбен жаңа айтып жатырсыз. Өзіңізге продюсер болып, контентті жүргізіп, жеке брендті дамытып, қазір өте жоғарғы ақпаратпен танымалсыз. Осы сияқты өзінің ісін білетін, танымал болғысы келетін жанға қандай кеңес бересіз Instagram жүргізуде? Жас блогер болғысы келетіндерге, енді дәл қазір менің ойымша лайф блогинг деген актуалды емес деп ойлаймын. Ол қандай? Жаңағыда жүрген тұрған, ішкен жеген дегенді салу. Ол арқылы өйткені адамдарда уақыт өте келе талғам қалыптасып келе жатыр. Екіншіден, уақытты бекер өткізуге ешкімді жоспарлап жатқан жоқ. Үшіншіден, UGC креаторлар пайда болып жатыр. Білесіз ғой, иә? Ол қандай? Оқырмандары аз. UGC дегенді естідім, үшінші рет естіп тұрмын. Оқырмандары аз, бірақ жаңағындай пайдалы, жақсы нелер көрсетеді, обзорлар жақсы түсіреді деген сияқты. Қазір үлкен блогер болудың біріншіден менің ойымша бизнесің болмаса пайдасы жоқ. Өйткені қанша 100 мыңдық блогерларды танимын, ешқандай да тапсыр түспейді. Реклама бітті қазір, барлығы UGC креаторға өтті, және де адамдар да рекламадан шаршады. Сол үшін мен айтқым келетіні, адам блогер болған кезде ақша табу деген мақсатты көздемей, тек қана өзінің бір қоғамға берері бар тұсын табу керек деп ойлаймын. Мысалы, мен ән айта аламын және аудара аламын, тілдерді білем. Сол үшін мен оның бәрін қосып, осындай бір креативті бір контент жасадым. Ол адамдарға осы тұрғыдан пайда болып жатыр, шетел әнін түсініп жатыр деген сияқты. Сол сияқты, мысалы, сіздің біліміңіз дәл осы тер күтімі жайында, сол жайында болғаны, өзіңізде бір қандай да бір проблемалардан өткен жолыңыз болуы мүмкін, болды ма? Болды. Содан кейін сіз осы жолға келдіңіз. Сіз осымен бөлісуге толыққанды құқылысыз, және сіздің айтқаныңыз бөлек болады. Өйткені сіз ол жолдан өттіңіз. Өйткені ол сіздің ішіңізден шығатын зат, сол үшінді. Сол сияқты кез келген адам блогер болғысы келсе, менің ойымша осы бір өткен жолын және ішінен шығатын бір талантын ашу керек сияқты. Қолынан келетін нәрсесін бақылау керек. Мен не істей аламын? Осындай нәрсе істей аламын, осындай нәрселер білемін, осылай айта аламын, онда мен осылай істеймін. Подкаст мен адамды жақсы ашам, күшті сұрақ қоя аламын. Онда мен подкаст жөнінде осылай жасайын. Подкаст түсіру арқылы мүмкін оқырман жинайын деуі мүмкін да. Сол сияқты бірінші кезекте адам өзін тану керек. Өзін тану білесіз бе? Байқап отырсаңыз, сұхбаттың басынан бастап өзін тану болып жатыр. Сондай болады, бізде басы. Біздің сонда барлық жетістік, барлық істің басы өзін тану. Тіпті жар табуды өзін табу. Сол кезде өзін табу, өзін жақсы көр, өзін қабылдау. Осы нәрселер болған кезде өзін қабылдау. Блогингта да осы. Өзін табу, өзін жақсы көр, өзін қабылдау. Өзін қабылдамаған, өзін қабылдамаған блогер көрініп тұрады ғой. Ыңғайсызданып, бір жасанды болып деген сияқты. Ал жасандылық ол сезіледі ғой енді. Итереді адамды, кері, отталкивает. Сол үшін де адамдарға өзін тапсын, жазсын, не керек, не істегісі, мақсатын жазу керек, қабілеттерін жазу керек. Қабілеттерінен кейін тағы да жасай алатын ресурстарын, достарын, таныстарын жазсын. Мысалы, менің видеограф досым бар.
ол басында мынаны істеп бере алады. Менің дизайнер досым бар, ол басында менің өз құрбым дизайнер мысалы. Менің афишаларымды сол істеп береді. Мен ол жағынан жолым болды, Аллаға шүкір. Таныстарым бәрі креативті, неде творчествода болғаннан кейін сөйтіп жасап береді. Сол сияқты таныстарым, достарым басында кім көмектесе алады, бәрін жассын. Одан кейін осымен жоспар құрсын. Ешқандай да контент продюсер керек емес, енді басында бәрібір қаражат болмайды ғой. Ешқандай да жаңағы не керек емес, ісімім керек емес, сол үшін бәрін өз жазып, ішінде құндылығын шығарса, ол проф камера болмаса, телефон болса да құндылық өтіп тұрады адамға. Мен бұрын мысалы телефон тек проф камераға түсем. Негізі жалпы өзім перфекционизм бар да. Киімде бір мысалы продюсер ретінде біреуге видео түсірсам да жіп көрініп тұрса, қай шалып келіп соң жібін қиылып жүремін ғой. Мен психпын ба осы деп. Перфекционизм бар да, и сол үшін перфекционизмді өшіру керек. Бұл өте қиын. Бастап кет. Иә. Ой келді, бастап кет. Сізден сондай энергия сезіледі, андай ой келді ма? Иә. Бастап кетемін. Сондайсыз ба? Бери и делай дейді ғой. Сондайсыз ба? Бастап кету, иә, сондаймын. Бүйту керек, сөйту керек. Анандай біреу идея айтса, болды істеймін да. Сол күні жылқыға бару керек деген. Бүгін кеттік деп. Иә. Сондай екенің сезіліп тұрады. Сондай сіз сияқты болу керек. Мысалы. Мен сияқты перфекционизм болмау керек. Бірақ ол да кейде жақсы ғой, жақсы өнімдер шығу. Жалпы негізі, иә, баланс болу керек қой. Ана да болу керек, чуточку, мына да болу керек. Иә. Сол үшін де аса қатты перфекционизммен өзін тоқтатып жүрген қыздарға айтқым келеді. Жазыңыз. Көп ойланба деймін. Істей беріңіз. Иә. Жаңа дартсты не істейтіндер бар ғой. Again бір не бар ғой андай. Бүйтіп дартсты ата береді, әйтеуір тиеді біреуі. Ама бүйтіп дәлдеп тұрады, сол бүйтіп істемей қалады. Сол сияқты ата беру керек, көре беру керек. Ең бастысы тұрақтылық. Иә, бастысы, иә, күшті айттыңыз, тұрақтылық. Тұрақтылықпен алып шығасың. Мен осы әндерімде де мысалы мен айтпаймын, біріншісінен бастап просмотр былай болды деп. Тұрақты сала бердім, адамдар келе берді. Солай болды. Әдемі. Бет күтімін қалай жасайсыз? Бет күтімін менің өзімнің келінім бар деп па? Келінім деген інімнің жолдасы. Өзі осындай жолды өткен. Өзінің бетін проблемаларымен, қазір бәрін шешкен. Таңдап береді ма? Иә, мен бет күтімін аса қатты жасамаймын. Ол маған не айтады, жазып береді, соны сатып алып келемін де, соны надан кейін мынаны жағасың. Құрамына қарамайсыз, көрмейсіз. Надан кейін мынаны жағасың, жарайды деймін де, солай жағасың. Шынымен де енді сізге бет күтімі аса маңызды, өйткені аудиториямен байланысты болғандықтан, камерамен байланысты болғандықтан. Ендеше бүгін біз сізге кішігірім біздің осы подкастымыздың спонсоры Korean Buyers компаниясының атынан сыйлық сыйлағымыз келіп тұр. 25 жастан бастап коллаген ішу керек, білесіз ғой, иә? Мен өзім ішемін. 3 ай ішесіз ба? 3 ай ішіп, 3 ай демалып дегендей, біз сізге осындай тую коллагені 3300, құрамында биотин, гиалурон, глутатион, витамин С бар, коллагеніңіздің өндірілуіне көмектесетін ең бастысы халал сертификаты бар. Осындай тую коллагенімен және де осындай омовение дейді ғой, өткізетін тую SPF. Ол өзіңіз жасаған деген ғой, иә, жаңағы, өзіміз айтып кетіп жаңағыдай отандық өнім, Кореяда өндірілген. Андай жоқ бізде, Кореян барып видеоға түсіріп алып келіп, Қытайдан шығару жоқ бізде, на совесть шығарылатын осы бір өнімдерімізді сізге сыйға тартамыз. Рахмет, күшті. Бұнымен сыйлығымыз бітпейді. Біздің сүйікті Алматы қаласында гүлді тапсырыс берсеңіздер болады. Шуақ Flowers компаниясының атынан біздің көрермендеріміз подкаст тыңдайтын сыйлық жібереді ғой. Көрермен. Ойлаңызшы, осындай бір көрерменіміз Шуақ Flowers компаниясының атынан тамаша гүлдер. Бізде негізі құдалық. Бізге келгендердің бәрі құдалықтан қайтады. Кит болып жатыр, китте. Құшағыңыз әрдайым гүлге толсын деп. Рахмет. Шуақ Flowers компаниясынан тапсырыс беріп тұрсаңыздар болады. Сондай кішкентай қыз, аяулым деген қызымыз. Вау, ішінде мынандай моншақтары бар екен. Жаңа өзі кішкентай қызымыз осындай кәсіппен айналысады. Қандай талғаммен жасалған. Иә, осы подкаст тыңдаймыз, бізге пайдалы болып жатыр. Біз де пайдалы болайық деп атсалысып жатқан жандар. Супер. Тағы бір көрерменіміз. Ол Санат зергерлік шеберханасы мынаны арнайлап сіз үшін жасады.
осындай Жанерке әдемі ұялтып жіберді. ол біздің подкасттан көрермендеріміз көрермендегіші. көрермендеріміз иә мына санат Рахмет. джеуликс шеберханасының атынан тапсырыс берсеңіз болады, бір сыйлыққа туған күнге кетіп бара жатқанда именной жасап береді тез бір екі күнде бізден хадия болсын деген мақсатта екі ғана уақыт күнде ма? екі күнде тез жасап Күміс береді. иә мынау? Күміс Вау. қолдан жасалынған. Еще қазақша немен андай. Қазақша ойымен. Аша кетті түф әдемісіне. Анау, күшті екен, Керемет. рахмет. Иә. көп. Көрермендеріңізге рахмет. иә Сізге рахмет. пайдалы болсын Иә. сізге де рахмет, жақсылыққа қолданыңыз бізден Вау. хадия. Вау. Бүгінгі подкаст қалай жалпы өзіңізге? Өте қатты ұнады. Шынымды айтсам, Қуаныштымыз. бұл менің толыққанды ашылып айтқан Эксклюзив па? бірінші подкаст. Өйткені аудио бұл- подкаст болды иә аудио- сізде? аудио подкаст болды. Аудио подкаст Азаттықпен болды. Азаттықпен аудио подкаст. Одан кейін телевизияға шақырған уақытта өте үстіртін Иә, қысқа әңгіме, жақта. қысқа сұрақтар қояды. Сол кезде мен ешқандай да жасап жатқан ісімнің құндылығын аша алмаймын. Өзімді де аша алмаймын. Жалпы бір анықтама беріп кетем. Сізге келіп енді бәрін аштық, психологияны аштық, Тарихты аштық. Иә, тарихты аштық. Махаббатты аштық. Бәрін аштық. Даму. Иә, сол өзіңізде сондай жаңағы адам жақса ғана сөйлейсің ғой. Сондай ашыла алдым. Сол күшті аштыңыз. Қуаныштымын шын жүректен. Осыны көріп қыздар, ұлдар мүмкін, әйел адамдар, үлкендер мүмкін. Енді андай жоқ қой, біреу ақылдырақ деген. Біреу бір тақырыпты ертерек түсінеді, Иә. біреу кейін түсіну мүмкін. Өмір жолы әркімге әртүрлі алып келеді ғой. Сол үшін түйіп жатса бір ой, немесе Бір сабақ шабыт алып. беріп жатса мүмкін біреу іс бастап кетіп жатса өте қуанышты болатын едім. Иә. Көп Көп рахмет сізге. рахмет сізге де. Шабытыңыз таусылмасын, өнеріңіз өрге жүзсін. Рахмет. Сіз сияқты қазақтың қыздары дами берсін дегіміз Аумин, келеді. аумин. Иә. Рахмет. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің подкастымыз сіздерге ұнаса лүпіл басыңыздар, комментарийға ойларыңызды жаза кетіңіздер. Біздің каналымызға подписка жасаңыздар, және келіп отқан қонағымыз Мөлдір ханымның да инстаграмын тауып алып, көрсетіп кетеміз, міне парақшасына жазылып, жақыннан дос болсаңыздар болады. Ендеше жақсы шығарылымдарда кездескенше аман сау болыңыздар.